интеллигент нақу жобасында адамдар өз проблемасын айтады, ал біз оны талқылап, шешімін іздеп көреміз. Баршаңызға сәлем, ұлдар, қыздар. Қайырлы кеш, Алматы, қалайсыздар? Кеш жарық, ассалаумағалейкум. Бұл интеллигент нақу жобасы сіздерді көргенімізге өте қуаныштымыз. Так, бірінші рет келген, бірінші рет көріп тұрсыздар ма, әлде бірінші рет келіп бізді ше танымайтын біліп алған дұрыс? Мүлдем танымай, вообще қайда келіп отқан білмейтіндер бар ма? Ермелер бар, адасқандар яғни. Бар екен. Аха. Қай жерде? Шапалауырда? Мына жақта. Сол кісімен танысайық. Тимурдың концерті деп келген жер ол кісі. Тимур и его друзья. Микрофон болса? Саламатсыз ба? Мына кісі. Сіздің есіміңіз кім? Саламатсыз ба? Арайлым. Қош келіпсіз, Арайлым. Рахмет. Сіз немен айналысасыз? Темір жолда істеймін. Ол жаққа ақпарат кешетеді. Мүмкін. Сіз кіммен келдіңіз? Жолдасыммен келдім. Жолдасыңыз бізді көреді? Жолдасым постоянно көреді сіздерді, иә. Родной. Сол кіммен араласып екенін көрген. Кімден достар көрейінші ал деп. Мына жолдасым қайда барып жүресіз деп. Әдемі ғой? Жолдасыңыз бізге Бізде негізі осыған сен керісінше болатын. Қыздар жігіттерін алып келетін. Иә. Күйеулермен келеді да, күйеулер біз танымайды да, бүйтіп целый выпуск бүйтіп қатайып отырады бүйтіп. Бірақ Гала қазір 30-ға толды да. Енді жігіттер қыздарына келіп жатыр. Қорықпай. Иә, рахмет. Негізі темір жолға көтеріңкі көңіл күй керек қой основном қазір жағдайда, иә. Темір жолда қандай қызметте істейсіз? Пойыз болып дейсіз. Қазір отдел кадр болып істеймін. Негізі бухгалтерияда 10 жыл жасадым. Отдел кадр болып 1-6 жыл. Ол кәдімгі КТЖ, иә? Частный компания біздік. Сол бөлінді ма? Бөлінеді, иә. Бізде Қазақстанда бірақ темір жол емес па? Жоқ. Сіздер пастель жинайтындарсыз да? Жоқ, пастель салып беретіндер шығар сіздердікі. Пастель салып, ол басқа компания, жинайтындар басқа компания. Солай бөлінеді екен? Вагондар да бөлінеді ғой, иә? КТЖ-ның вагон жеке-жеке ме? Прикинь, КТЖ-ның вагоны бөлек болады, бірақ сол пойызда басқа компаниянікі де бола алады, иә? Сонда мен өзім бір вагон қосып қойсам бола ма? Бизнес қысады? Вагоныңыз болса, біз сізден арендаға аламыз. Сен өзің вагонсың ғой? Өзіңде де купелері жетіп бардылады. Ойлашы, сен вагоның болса, арендаға алып, кәдімгідей Қазақстан бойынша жүреді сен вагоның. Да? Бірақ андай не таситын емес, сағат бірдеме таситындарды адам таситын қылып қойшы. Олар одан да қымбат. Шектеу бар ма вагонда? Шектеу? Мида ғой шектеу. 32, иә. 36 вагонға дейін болады, иә. Болады. Пассажирский ма? Пассажирский, иә, именно адам тасиды. Бастығыңыз ба? Я күйеуім де темір жолшы, иә. Сол жақта сезім оянған. Бұл Тальга филиалында істейді. Тальгоны сатып алуға бола ма? Бір вагон Тальгоны сатып алуға бола ма? Жолдасыңыздың есімі кім? Микрофонды алып. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Мұхаммед болады. Дін Мұхаммед. Сен Тальгода істейсің. істейсің. Бүйтсе, ассалаумағалейкум жігіттер. Сөйлеп тұрған Дін Мұхаммед. Тоғыз күні сөйлеп тұрған. Провожающий қонақ шығамыз бір темір бағу. Тальгода кім болып істейсіз? Мен бортовой механик. Бардовый? Бортовой, иә? Борт, иә, борт механик. Борт механигі. Тальгоға менде бір сұрақ бар. Неге әжетханалары жарты? Олай тұрасың, бір аяғын далада, бір аяғын іште. 43 килограммдық адамдарға имеж жасаңыз. Біз маман айтып атсың ғой сен. Жоқ, енді анау өте кішкентай ғой. Еще былай кіресің ғой. Осылай шығып кетесің. Үйістеп отырасың, тізен шығып тұрады. Кешіріңіз, өткендіңіз. Жоқ, ол бір стандарттар бар ма, параметрі? Жоқ, ол, иә, стандарт сондай өзінің стандарты ғой. Ол мотивация ол, иә? Арықта деген мотивация ғой. Испанияда онда арық адамдар көп па, сонда получается біздің Қазақстанға қарағанда? Испаниялықтар өздері симай қалғандықтан бізге жіберген ғой. Қазақстанға кетсін. Біз турдың 80% қаласын біз пойызбен жүрдік. Қыста жүрдік та, себебі самолет ұшпай қалуы мүмкін, машина жабылып қалды, сол себепті пойызбен жүрдік. Соның ішінде Тальго болды да? Қиналдық қой. Бә, анау дейтін. Жоқ, бірақ бір Тальго қатты ұнады ғой. Ортасында есігі бар ше. Мынандай Тальгоға міндік, екі адамға жататын бар ғой. Ортасында есік ашылады. Бүйтіп ашып, анау не істеватсыңдар деп айта аламыз. Ол да испанский ма? Ол да испанский ғой, иә. Ол айырмашылығы неге үлкенірек туалет жасамайды, сол сияқты? Иә. Аналарға. Сондай бір купені алып, иә, туалет жасап жүрсе дейді. Бір адам жатпай қойсын, иә, бір екі адам, иә? Тұрып барсын. Сәл билетті, әр билетке бір 33 теңгеден қосып жіберсеңіздер, бір адам местосын алып, бұл кім шешпейтін жа, бірақ дәретханаға қосып жіберсек күшті болады. Дінмұхамед, бізде ол вагондар жинала ма Қазақстанда? Бір жерге ма шай ішуге? Басында жиналған, қазір жиналмайды.
ауызбіршілік жоқ. қазір үш вагоннан басқа артық жиналуға болмайды. Оның себебін айтуға бола ма саған? Неге жиналмай қалдық? Оны білмедім оны айтып. Басында жинап бастады, сосын шурубын таба алмаған, несін таба алмаған, айқай шыққан бір жұмыстан шығып кеткен, содан құрсыншы ауызбіршілікке кедергі жасайды деп. Сонда өз поездын қоя аламын ғой, барып арттарынан тақап тұрып, екі вагон треба өтіп кетейін брат деп. Сіздер сонда келіп жұмыста таныстыңыздар, иә? Бүйтіп вагондарыңыз түйісті. Махаббат станциясына танысқанша? Иә, біз жұмыста таныстық, иә. Жұмыста ма? Кім? Жар айтпай-ақ қойыңызшы. Мен тұрамда балғам түсіріп аламын ғой десе. екі жақтан. Мен ойлағам ғой, кім ана үстіне. Екі жақтан ұрып келеді. Бастар соқса. Иә, жақын келді. Тың деген звук шығады. Дінмұхаммед братан аяңнан ұрады. Братан деген ше риск. Немесе туалетке сыймай отырған. Есік жапсаңызшы. Темір жол бойынша сұрақ. Біздің ана ескі вагондар қашан толықтай жаңарады? Ондай бар, иә, онда бұйыртса жаңарады уже. Әкімшілік отыр ғой. Бұйыртса бөлінді бюджеттен. КТЖ-ның бастығы сияқты сұрақ қойдық біз, иә, біздікі де дұрыс емес қой, негізі. Дінмұхаммед бастық сияқты жауап беріп отыр. Бұйыртса жаңарады. Бастықтың ана көп болады сияқты бұл. Бұйырса реттейміз, Құдай қаласа. Соны жеткізесіз ғой. бірақ ол жоспарда бар, иә, негізі. Или сен өзің болып біз сізге жеткізейік прямо. Осындай юмор айтып еді, маған қазір бастықпын, енді ауыстырып жатырмын деген сияқты да. Ойым ғой енді. Ешкім түсінбеді оны, сенен басқа. Бастық болып кетсе мысалы, жоғарылап кетсе, сол вагондарды сөйтіп айтып еді кезінде бір ауыстырайыншы деген сияқты. Негізі пойызбен жүрген күшті ғой, ішінде жағдай бәрі жасалған, су бар, чай бар. Пойыз жайлы Дархан ұнайды өзі. Иә. Пойыз туралы менің темам ғой. Ішінде жағдай бәрі жасалған. Су алуды ұмытып кеттік біз бір қалада. Ішінде кәдімгідей кулер тұр екен. Иә, ыстық су, суық су бар. Бір жаманы ол жақта кофе болған жоқ. Сол себепті егер де кофе керек болса, міне біз өзімізбен үнемі алып жүретін эспрессо лаб. Әлемдік бренд, әлемдік кофеханалар желісі. Біздің қазіргі басты серіктесіміз. Әркімне ақша алып жүр екен ғой бейшаралар. Жоқ, күшті, біз қуанамыз, бізде осындай әлемдік бренд. Сен онша мен салып кеттің вообще негізі. Жоқ, мен ойлап тұрмын. Су, ысты су не бар екен, кофе жоқ деген не әңгіме досым. Әдемі ғой. Әдемі. Жоқ, бірінші біз ойлап. Егер чай тұрды, оның қасында бірдеме тұрды. Кофе жоқ екен десе. Су бар, кипяток бар, чай іштік дедім. Бірақ кофе жоқ екен дедім. Все. Біз ойлап. Біз мынандай айтамыз ғой. Тамақ алып келеміз ғой. Біздің аралдан өтіп бара жатқан кезде менің анашым өзім жақсы көретін аяулы анашым. Кім түсіріп тұр мені? Сол анашым қуырдақ пен балық істеген аралдың. Кстати, Данияр анашысына өте дәмді қуырдақ. Осындай сумкамен алып келді, енді осындай ма? 2 пакет қой, иә, бүйтіп. Сол пакетті алып келіп, ресторанда шай ішкіміз келген жоқ па? Айтуға бола ма? Айту керек. Мына, Дәке, сіз жоғарға жеткізіңіз соны. Деп, ше? Ол жеткіземіз ғой. Жоқ, жалғасы бар ғой бұның. Айтып берсеңіздер ше, соны мен саған. Сосын барып кірдік. Сосын жаңа біз енді. Жоқ, біз купеде анау ыңғайсыз болып тұр, анау бүйтіп отырып жүру керек. Талгүні сол жерде ыңғайсыз екен. Стол мынандай ғой міне. Туалет сияқты ғой. Кішкентай. Тіземіз аузымызға тиіп тұрды. Иә. Сосын Нұрмахан тізеңді аласың, мен балықты алып жіберейін. Сөйтіп жедік тамақ. Дан жаңа айттым, бұтыңдашы салфетка аламын дедім. Сосын мен ала бер тамыр, ала бер қарам. Жоқ, ананың іші сондай болды енді. 4 адамдық тальго өте тар екен. И үстіңгі полканы көтерсең, бүйтіп қаласың короче. Бүйтіп отыра емес, ана тас қасыры. Шахматтағы ат бар ғой. Сонымен жүресің ба? Иә. А егер де оны көтеріп тастасаң, гала жатам деп тұр мысалы. Мысалы еркелеп. Біз тамақ ішетін кезде ол жататын әдеті. Сосын тамақ ішуге ана жер ыңғайы келмеді де, сосын гала айтты. Вагон ресторан тұр. Мейрамханасына барайық дедік. Барайық та осы тамақ жеп алайық. Сол жерден бір чай ала салайық енді. Ұят болмасын деп. Ол кісілерді де түсінуге болады, біз сияқты жібермектер келіп мазасын алып тастаған ғой. Жоқ, бірінші түсіндіріп алайық. Не үшін ол кісілер түсінетінімізді? Иә, біз ол кісілерге бардық, отырып, жаңағыдай ауыз ашар енді тамақ ішіп алайық деген әңгімені айттық. Бірақ шай аламыз дедік. Біз айттық енді мына жерді қамтиық, бірақ шай аламыз, десерт бәрін аламыз дедік. Сол түбінде шайдың бағасына келе алмай қалдық қой. Отырасыңдар, бірақ көп заказ алыңдар дейді. Енді клиент всегда прав қой, бар болсын осындай. Жоқ. Ол апай келеді бізге депозит орнатады ғой. 15 мыңға тамақ алып тастаңдар дейді. Ана туған күн бүгін кәдімгідей бар, депозит. 15 мыңға тамақ алыңдар, сосын отырыңдар дейді. Біз айтамыз, хотя бы 10 дедік қой біз? 10 дедік. Біз 10 дедік. Жоқ, 15 деді ғой.
екеуі қолымыз бүйтіп тұр ортасында. берекеңді берді 15 деп. бер берекеңді деп. сөйттік та ол кісі сосын айтты хорошо 10 да 15 демей ақ қояйық біз мынаны аламыз чай аламыз салат береміз мынандай тамақ заказ береміз соның өзі бір 18 мыңға шықты. Иә. соны келіспей қалдық қырсығып жоқ деп. Шайдың үстінен 15 мың деді ғой. Сөйттік те Сосын 3 минуттан кейін данчо тоңғай мен салфетка алайын. Будыңдаш балықты алайын деп сөйтіп жетіп қой. Бір жағынан вагон ресторан басқа бір өткі болуы мүмкін ғой, иә. Басқа организация олар. Ой, бәсе сол. Олардың өздерінің регламенттері бар. Ол қазақтардікі болғанда конечно дейді ғой қазақ бауырларымыз тамақ ішіп алсын деп бүйтіп ше. Біздер ше жаңағыдай мұқтаждар ұқсап барып тұр ғой. сен не каждый төсек сатып жүргенсіңдер ма әркімдікі біреу келіп тұр ма Бүйтсе бір купедағы 4 орын ол 4 адамдікі десе. 4 бизнесмендікі. Жоғары жатсаң анау бай ит. ктж-ға төсекке ақша сап қойғансың ба бизнес план. Пастельдер жинайын жатасың ғой көпшіктің сырты не дейтін еді оны? Наволочка. Полотенце. Полотенце несі? О, Полотенце ананы алып сыртынан. көрпе қаптағыш дей берсең. Көрпе қаптағыш. Наволочка дұрыс қой, иә? А? Наволочка. Наволочка ма? Иә, о арқылы жазылады. Екеуін жинап тастайсың да, сүргісін бәрін қоясың да, наволочка шешпей ақ қой, не ол басқа организациянікі десең. Оны жинама десе. Жақсы, Дінмұхаммед Ақмарал, иә? иә пойыздарыңыз көп болсын отбасыларыңызда өз үйлеріңізде вагондарыңыз көп болсын. Иә. Рахмет. Проводник тұрмысқа шығып жатса или үйленіп жатса айтылатын тілек қой, иә? Үйде вагондарыңыз көп болсын. Бәріңіз бір состав болыңыздар. Рахмет. Өміріңнің жол серігі бол. Иә, және де пастельдеріңіз ешқашан жиналмасын. Пастельдер ешқашан жиналмасын. Ой, Ешқашан тапсырмаңдар. ешқашан тапсырмаңдар. ана путь андай болсын типа Алматы и жәннат. Негізі өте жақсы тілек, бірақ мына жерде емес деп ойлаймын. Или әмин деп құтыласың. Тағы қандай ерекше мамандық иелері бар? Мен вагонмын деп. Мені қаяққа арендаға бере аласыздар. Жоқ, вагон. арқама 2 адам сияды. Жоқ, вагон ол болды ғой десе. Мен плацкарттым десе. Плацкарт, орындар көп менде. Қош иісті. Қош иісті, қошақан. Да, сол плацкарттағы бар ғой, идеалдар бар ғой анау. Баста ежелгіден келатқан. Иә. Көк Үстіңе жамыласың ғой, денеңді қанатады ғой анау. иә Білесіңдер ма сол идеалды? Темір жамылып атсың ба не? Ана идеал дейді. Қаңылтыр. Өте қыштатын неме ғой. Водоводстволар бар еді ғой сондай тоже. иә Водолаз. Папалардың водолазы. Алдында 2 бұғы тұратын. жоқ родной кіріп келгенші класстан құсап кіріп келді ғой андай бар еді Жоқ, мен шамадан бүйтіп кірмес, гала әрөтші. микрофон берші кала Микрофон берші. Күшті айтып отыр ғой. Менде болған сондай папалардың, который Мойынды қыштатын ба? мойынды да қыштады. бір Жоқ, ішінен майка футбол киген шығарсың. Ана өзің келген күндер болды. Кетш. Анау ешқашан бір жойылып кетпейді ғой солар, иә? Сосын жаңа проводниктердің несі одеял жаңа екеуі. Көк, который 3 қара полоскасы бар. Сол материалға бар ғой, денең ешқашан үйренбейді ғой еще. Ойлайсың ғой мен 4 рет кигеннен кейін үйреніп кетеді дейсің ғой. сол кстати иә неге сол Қыштатын бір одеялы, сол және жамылған кезде анау либо өте қатты ыстық, либо тонасың, короче. 2 вариант бар ана одеялда, ортасы жоқ қой жаңағы одеялда. Сосын мен вечно тондыратын, соны боковойда жатасың ғой, бейшара кездер ғой, бәріміз. Кешегі понедельникті айтатын болсақ мысалы да. Соны плацкарт жатқан кезде бас жағының бұрышы қатты салқын болады, белің айдап баратқан сияқты болады. Либо мына жатсаң бас жағың анау 2-4 болатын бар ғой. Сосын боковойнандай. Сол жерден бұрыштар қатты салқын. Соны не деген маньяк ойлап тапты деймін да, сол орында. Ойлашы, сен жатқан жеріңе еще тамақ ішесің ғой. Асын. Төсек шығады ғой, стол шығады ғой төсектен. Еще туалеттің жанындағысы бар. Бә, ол бомба вообще. Бәрін көріп отырасың. Жоқ, неге деймін да? Екеу, неяқта да екеу болмайды, сол кезде вагон сәл. Мен ойымша негізі плацкарттан әуіруді алып тастау керек негізі. Боковой дегенде. Скачковой, боковой. Ең онша емес орын ол боковойдың үсті ғой, білесің ғой. Астында алдым деп айтатындар болады ғой ше, боковойдың астына алып алғам деп. 3-ші полка дейтінде жатып көріп бердіңдер. Ақтауға барғанда иә. 3-ші полка дейтін просто 2-ші полканың үсті ғой. Зат қоятын ғой. Иә, зат қоятын, соған саған матрас төсеп береді да, жатасың. Жоқ, оған матрас төсесең тайып өлесің. 3-ші полка білесіз ба? Ештеңе төсемеген жақсы, братан. 3-шіге төсеме. Жалаңаш жатсаң жабысып жатасың теміреп.
еще құламай қыздардың күлгені қатты қорқынышты болып тұр. Қыздар, сендер де болды ма не? Киімін жасап тайғақ қой. Жаздың күні мінесің ғой соған. Жаздың күні мінесің ғой енді основном сондай жерлерге. Астың терден не істейді? Еще ана түсте үштерде өтіп баратасың ғой. Ана біздің не жақ ыстық қой енді ана терезесі бүйтіп баклажкамен шамалы ашып қойған. сосын мұздай сарыға шалбасында мына жағына салып қоясың короче. Бейшара болып еще өтіп баратқан каждый аяғын сүйіп шығасың ғой. Ұзын мото. жоқ былай ғой не? Ана не бар еді ғой, магазинге кірген кезде қыдыр. Сол аяғы шығып жатқандар қалай еркін ұйықтайды деймін ғой. Қалай еркін жатады, аяғы былай өтесің ғой, ана боковойдың несіне тиетіндей болып бүйтіп өтесің. Хотя бойы 1.60. Просто төмен жатқанын жақсы көреді да. Былай жетпей жатыр мынандай орын ана жаққа. Неге де там несі терезенің салқындырады маған. Жоқ, ол бейшара 1.60 қой. Может ана ол бас жағына жетіп алу үшін сәл артқа қарай бүйтіп боковойға аяғын тіреп итерлемей ортада қалып кеткен шығар. Скольжение болмай Мынаны қалған. сипаттағанымшы. Елестете алдым. Болды. Сол біз еще до конца тыңдап тастағанбыз. Юмор шығып тұр ғой, иә? Рахмет. Сосын шудан міндетті түрде тамақ алу керек. Сендер Шымкентте қойдың басын алып шығады ғой. Түркістанда вокзалда қойдың басын алып шығады ғой, ойлашы. Пәтір нанмен. Қойдың басы вокзалда жүру дейтін қалай болады екен? Еще тірі ма? Жоқ, денесі ана жақта босай қалып қоя бермей. Денесі қуырдақ. Шашликтер келіп жатады ғой бүйтіп ше. Бір рет біз мант алғанбыз ғой. В основном мант жейміз ғой. Сол кездерде негізі мен содан кейін мант жемейтін болдым андай. Ненің еті екені белгісіз, иә? Әрине. Әрине қол тұра оны. Соны сізге тастадым. Соны не бешпакет жей беретін болдық. Содан кейін мен всегда пойызға шығатын болсам, вагонда мінетін болсам, бешпакет жеймін. Анада мант әкелген ғой, манты ше. Мантыны андай дәптер сияқты мантылар болады ғой андай. Үстіне жинап қойған 25 майда кітапты өткізесің ғой бүйтіп. Сондай қылып мынандай. Данша 4 мантыны бүйтіп жейсің. 4 манты, 1 манты ма? Анаң негізі ше манты істеп жатқан кезде байқауызда ет төгіп алған. Ана мантыға ше. Кішкентай шашырап төгіліп кеткен еще. Жуасы көп, бұрышы көп. Ананы жеген кезде етті сағынып жейсің ғой. Ет болса екен ғой. Мынада ет болып кетсе, вообще дерсің манты болады деп жандай. Еще одан каждый мантын тістеп үмітпен істейсің ғой. Ладно. Ол анау бая базарда папаларымыз бинго алатын еді ғой. Сондай үмітпен алады ғой ол бейшараларды бірдеңе ұтқысы келеді ғой. Әрдайым утешительный приз. Келесі мантада деген сияқты. Сондай 70 па манты алғанбыз ғой ана ападан ше. Санағансыңдар ғой еще. Санадық қой, 15 бомж келатырмыз ғой. 15 бомж плацкартпен келатырмыз еще. Алып алдық еще ақша неде түсетін болды. Пойыздан бір бала айттық та Қызылордадан осындай теңге алып шықшы бізге деп ше. Көмек ретінде ғой спонсорство КВМ ойнап жүрген кезде. Сол алып шықты, соған неде Түркістанда мант алып тұрық қой жаңағыдай. Дәптер болып жиналған бәрін алып алып сол кезде ғой жаңағыдай. Мантында ет таба алмадық қой сол кезде еще. Ет болмады. Ет бұл сезонда емес дедім ма? Келескен кезде ет дайындап қоямын. Келесі оқу жылында күтеміз. Пиццаның түбі сияқты қалып қалды ма? Ана жерде ше ештеме қалып жатқан жоқ, кейбір пакеттерде желініп кетті. Сәл ана манты тиген ғой деп жеп қойып отыр. Сосын иттер ұқсап не қылдық. Как дейтін? Салапанмен шығып жататын еді. Сондай оқиға орын алған менің өмірімде. Сол кезде мен Түркістанның басын көргем сол жерде ше. Түркістанның басы деген қойдың басы. Иә, бірақ күшті андай апайлар, оңтүстіктің апайлары әше күшті ғой. Там манты ет болмаса да ала бергің келеді ана апалардың ше. Енді кедейлік әрекет дейік та. Байлар шақырайықшы. Байлар іске әңгіме етеміз қазір. Бұл андай мотивация үшін. Бұндай өмір өткен шақта қалсын деп. Бұл мантыларды ұмытайық достар. Ұмытқанда бұның несі? Жоқ, сәл. Мына жерде бар ғой, пойыздың ішіп кеткен жоқ па жаңа? Налар жаман түсіріп тастаған жоқсыз өзімізге қосып. Қазір бұл жердің иісі өзгереді. Интеллигент ақу жобасының бүгінгі қонағы продюсер, тележүргізуші, медиа менеджер Тимур Балымбетов. Қошеметтерді достар. Тимур Балу. Қошеметтеріңіз достар.
Тимур Балымбетовке қошемет. Қошемет. Ой, рахмет. Неге азбыз? Неге қошемет көп емес? Міне. Зато қандай қошемет, ал қош келдіңіз. сіздікі ар жақ. Қайсың лимон жеп едім. Бұны мен ішіп жатырмын. Міне сіздікі. Сен не біреудің астына салып беремін. Жұмдан біреу ішкен ғой помада. мына мен іштім ғой. ладно. Қалжың ғой. Болмаса су бар. Рахмет. Жоқ, осыны іше берейін. Мына жақсы кофе дейді мына неге. рахмет аға, бірақ ақша төленбейді. Оған сізге ешқандай пайда жоқ. Өзіміз берсек осы бізге түсіп. Қайдан білесің, маған да келіп қалар. Отырып осылай әңгімелесеміз ғой. Бізде де журналист столик тұрады. Десең. мынаны бүйтсең жаңа айтты ғой мынау жақсы кофе дейтін де соны қиып таргетта жүрсе. эспрессо Әр шыққан сайын ба? Ең дәмді кофе. Ой, так қош келдіңіз. Рахмет. Әккі продюсер ғой, бәрін алдын ала біліп тұр да, бәрін жоспарлап, бәрін. Мен ондай емес. акула ғой, акула. Просто емеспін. оны хищник. Рахмет. Өте қуанышты болды. Тимур Мырза, Гакку телеарнасының бас продюсері болған. Экс. Экс емес, бұл кісі кеткеннен кейін Гакку жоқ болды ғой. Сондықтан Жоқ, 3-4 жылдай жұмыс істеді. сізден кейін тағы бір тұрмысып. Көреміз деп ойлады ғой, дальше өзіміз. Болмады. А так, болдым. Болдыңыз. Рас. Гакку дейтін бә, біздің бала детствоның несі ғой. балалық шағың болса біздің жастығымыз ол. Мен қазір 30-дамын. 30-дасың. Онда Бұл 22-3 жасында болған шығар. Гакку 10 жыл жұмыс істеді. 10 жыл жабылды. Жақын арада жабылып қалды. 20 жасқа бала болдым мен. Иә. Ес кейін кірді ғой 20 жасқа hepsi бала болды. Мә, сонда сен тәрбиелеген біз ба? Тәрбиесінің желісі. Red flag біз екен ғой тәрбиелеп жүрген. Тіпті достар айтады ғой, Гала біздің досымыз деген red flag, бірақ шамалы краска шығып, розовый болып баратыр, мүмкін жасылдар шамалы. Гала ма онша дұрыс танымайды ғой достары. Гала green flag қой негізі. Міне сіздің аудитория. Образы сондай, көп адамдар соған алданады да. Білмеймін, маған айтқан Жансаймын Дико. Енді олар білетін шығар. Олар солар әңгіме айтып жүр ма не? Green flaggтар, green flag. Сен достықтарыңды бар ғой, достықтарыңды бір қарастыру керек қайтадан. Негізі ма бір таза ойлашы, сен жамандап отыр. Осындай арандатушы болға келдім мен бүгін. Екеуі бір-бірімен қырылып қалды. Тәке, сіз нәскейіңіз қайда деп берген дос. Жоқ, сұрағыңыз жалғастырайын. Мен сіздің жасыңызды естіген кезде мен таң қалдым. Неге? 13-те деп айтпайсың ғой мысалы. Мен 13-тегі сақалды бар адам бір шет көріп тұрмын достар. Almost. Өте жас көрінеді екенсіз. Рахмет. жоқ енді қаншада екенін біліп айтты бірінші, біз де білейік. 43-темін мен. Жасым 43-те. Қарасай, мына 40-та адамды қара. 43-тегі адамды қара. Мен есімде осыдан 10 жыл бұрын Нұрмахан бізге Гаккуге келіп отырады ғой, бір кабинетте бір нәрсе істеп отырады. Өзі ол 60-та болды ғой. Сол кездің өзінде енді мен крем жағам, өзіме күтім жасаймын деп жүрген жігіт бастады ғой. Крем сонымен қалды ғой. Жылына бір рет, Кепкенше дейін ба? Мен Гаккуге негізі барғам басында. Жұмыс істедіңіз бе? Негізі жоқ, Нұрмахан негізі бір 5 мм қалдым, бізбен жұмыс істеу керек еді. Менің алғашқы жазған жобаларымның бірі бізде ұят парад деген жоба болған. Нұржан Еркінұлы. Нұржан Еркінұлы мен Нұрмахан негізі пилотты бірінші екеуі түсірді. 2 жүргізуші болады бізде. Соны дайындап. Сосын кәрі көрінеді дедіңіз. Нұржан алып қаласың. Ол жастарға Нұржанның әкесіндей болып тұр да кадрда. Соған Ол қарап. жақсы қалап болар еді, әке мен бала. бір жобада. Ол жоба негізі көрмегендерге айта кетейін, біз бейнебаяндарды талқылаймыз, әсіресе бір түрлі шыққан кринждау бейнебаяндарды талқылаймыз, күлдіреміз дейтіндей. Сол кезде біз бірінші пилотты түсірдік, өзіміз қарап ойладық, біз енді эфирге шығып жатырмыз, біздің әлі құдіретіміз жетпейді ау, осылай әншілерге, жас әншілерге тиісуге, сөйтіп қоя салдық, папкаға кейін шығарамыз деп, 1,5 жылдан 2 жылдан кейін ба, Нұржан өзі келді жұмысқа. Мен Астанаға көшіп кеттім. Иә, сен ол кезде Астанадасың. Сөйтіп Нұржан келді да, сол нені жобаны жалғастырды. Сөйтіп ұят парад шықты. А так бізге келіп жүрген жігіт, білмеймін, Гаккуде жиі көретінмін негізі. Сол жақта қонғам. Охрана деген жазылмен. Екінші этаж жатақхана ғой негізі. Сондай болған. PlayStation бар, телевизор бар, компьютер бар. Екінші этаж жатақхана?
деп атаймыз өзіміз. Иә. Қалжың ғой. Типа. Ағаң деп отыр. Ағам әзіл деп отыр. Тамаша. Тимур аға, так, мысалы кринж клиптарды істедіңіздер да, негізі бірақ кринж дейтін понятие растяжимый ғой да, әртүрлі емес па? Біреу үшін кринж, біреу үшін кринж емес. Типа оларға ренжіп қалған жоқ па ол әртістер, режиссер. Өзі сезіп Басында ренжитін барлығы, басында фоллоуерсқа да ренжитін көптеген сондай жобаларда әдейі істедік қой, бізге либерализация керек болды. Біріншіден әншілерді түсінген адам құсап, Либерализация деген Бала мен де тұрып едім. очки тағып, деп қойсын. Окей деп қойды. Қазір үйреніп кеттік. Қазір мысалы үшін сендерге әрбір әнші келе береді ғой. Шақырсаңдар келеді, өйткені еттері үйренген. Иә, біз бастап келе жатқан кезде, ол кезде Мөлдір Әубекованы шақырасың, Дилназ шақырасың, басқаны шақырасың. Ой, мынаны айтуға болмайды, былай істеуге болмайды ғой. Мен қалай маған комментарий жазған көрерменге, халыққа мен не деймін? Халқыма қалай айтамын? Халқыма мен қалай жауап беремін? Дөрекі қалай сөйлеймін дейді. Нұржан Керменбаев қатты қиналған сол кезде. О, басында шақырғанда не айтты? Қатты қиналған, әріп танымайды. Бірақ С-А-Қ-Н-А, сақына. содан бір жылдың ішінде ма барлығы үйреніп кетті ғой кәдімгідей. Гон дейсің ба, гон келеді да қуады. Ұрыс дейсің ба, ұрысады. Әзілдес дейсің ба, әзілдеседі. Күшті болып кетті. Негізі Гаккудың ұят бараттың именно уақыты қазір келген жоқ па деп ойлаймын да. Өйткені қара өзіңе дейтіндер бар ғой мысалы. Солар бәрі неге жинап бір апта ауыз ашар беріп жібермеске деп ойлаймын. Бәрі бір жерге жинап, бензин шашып, спичканы өздеріне қалдырайық. Қарайсыңдар ғой енді. Ұяттарың Тимур аға, топ қызық болып кетті. Жаңағыдай өзіңіз үшін кринж 3 клипті айтыңызшы. Есіңізде қалған, мына кринж ғой дейтін. Айта аласыз ба? Есімде қалды ма негізі? Ол кезде көп болды ғой бізде. Есімде қалмайды, сразу өртейтін едік бізде. Иә, жоқ, сосын морг деген рубрика болған. Енді папкалар көп қой бізде. Мынау ұят парад, мынау эфирге, мынау тойдыман, мынау морг. Соңында біреу өледі клиптің. Міндетті түрде. Анасы қайтыс болады, қызы қайтыс болады. Айқынның қызын басын атады, бірақ өлмейді почему-то. Ол моргтың несіне кірмеді папка. Индийский клип. Жоқ, реанимация дейтін бөлек папка. Бұл енді анау кинотеатрда да пайда болған шығар, морг дейді, бәрі өліп жатыр. Кілең өліп жатыр ғой бәрі әйтеуір. Еще бәрі бір диагнозбен өліп жатыр ғой. Болды. Кринж. Білмеймін, менің өзіме ол кезде Кентал мен Санданың клипі. Иә. Қайсысы? Ажырасу туралы ма? Ажырасу қандай туралы. Кішкене. Жоқ. Медляк ол. Жаль. Соны қайрым, мен жаңа куплет айтқам негізі. Бірақ әні күшті хит болып кетті, бірақ клипін көргенде біз неге бұлай... Ана жаңбыр тоқтатып қоятын ба? Иә. Сол кезде сондай эффект қолданған ғой. Ол жаңбыр действительно тоқтаған ғой. Соны түсіріп алған просто. Соны түсіріп алып қалып тұр, камера қосылып қалып. Монтажер просто сол кезде ғана матрицаны көрген ғой. Бірінші частын көрген ғой. Сонда монтажер кім еді аты? Ернар Айдар, вот, иә, монтажері сонда. Енді көріп жатыр ғой. Иә. Ернар Айдарды тоқтатып салады. Мынау мощно. Ернар Айдар Гаккуды бастамаса қарасам ба отырып жабылып қалған ке. Дұрыс ол қарап ода Гакку болып жатыр әлі, братан. Жабылған жоқ ода Гакку. Я не исключаю. Гаккуге әлі клиптерін жіберіп жатса. Дәке неге қабылдамайсыздар, жіберіп жатырмын осы клипті. Я Понти Жорабеков болған, оның клиптері болған. Я бренд дейтін клипі есімде ме оның? Көп. Я бренд дейтін көрдің ба? Я бренд. Сол клип қой как раз бізде ұят парадта талқыланған. Понти Жорабеков. Я бренд дейтін клипі бар. Женский шубамен шығатын. Сен қалай көрмегенсің оны? Вообще культурный момент қой ол. Онда сен миың таза. Пәксің сен. Оған енді кім кепіл? Оған гарантия бірақ. Гуглда X теріп отқан адам мен білмеймін. Саған екі Ернар Айдар, бір Понти Жорабеков қабылдау керек. Өткізу керекпін ба? Сенде антитела пайда болады. Өз-өзімен күресесің. Так, ондай клиптер көп болды, бірақ бұл сұрақты негізі Нұржанға қою керек. Нұржан барлығы есінде шығар. Нұржан маған жіберетін. Иә. Керменбаев па? Содан ол қартайып кеткен. Понтидің шубысын көргенде риски 10 жасқа қартайып кеткен сразу. Ана бір клип білесіз ба? Сүйгенім бол. Сүйгенім бол, мен саған жіберген ғой. Сүйгенім бол. Кімнің? Меломен Сүйгенім бол. Анау ғой. Ай, бөлесің. Мен на құздан секірем.
жоқ меломен өте күшті әншілер өте күшті өйтпе тоқтама бірден айт клипін жоқ соны айтайын едім ғой негізі клипі жақсы ғой. Клипі сәл басын көру керек қой. Клиптің басын көру керек. мен басын ортасын аяғын до конца 3 минутын қиып қараған адам ретінде айтайын. Мен ана жақтан сұранатын сияқты 3 минут неге жібердің неге мынаған жібересің деп. күшті әншілер ғой просто клипін көрген кезде мен есіме түсіре алмай тұрмын сол клипті. сүйгенім Бит басталады, екі жігіт пен қыз кафеде тұрады Мынандай болады, мынандай прикол болады. Айдап бер халықты. екеуі сөз салады мен прям жігіт қызға сөз салады. Жігіт ана қыз әдемі Өмірлік сүйгенім бол дейді. иә Текстпен айтады кәдімгі. Текстпен айтады. Диалог бар. Қыз айтады. Енді мен тура сөзін нақты мен білем ғой. Мен әрине құрметті достар. Мынандай болады. ана біздің көде сен өскен сияқтысың ғой. Өспей қалған братан. Неге шығарасыңдар, мен өспей қалғам. Жоқ, меломен тобындағы Ернар Айдар екеуің. Ернар Айдар әлі артта қалып қойды ол. 2 класс төмен. Сол меломен тобының ағаларымыз ғой енді. солай бастайық күшті әнші Сол ағаларымыздың ана клипінде келіп қызға сөз салады. Мен давай осы менің өмірлік жарым бол дейді. Сүйгенім бол дейді. Сүйгенім болуға дайынсың ба дейді. Әрине енді мен өзім дайынмын ғой, бірақ мен өнердегі үлгі тұтатын азаматтардың батасын алуым керексің дейді ғой, бірге қосылуымыз. Типа ша. Қазір онша емес қой енді ол. мен келіскенім қалайсың ба дейді үйтетін болса мен өнердегі ағалардың батасын алу керекпіз Үлгі тұтатын. Приколы мама папасына барған жоқ солар. Ана жұптарға барып шықты ғой, тек Жазира жігіт жүгіріп жүріп анаған кіреді ана Зизаң кіреді олар бүйтіп тұрады батасын береді бақыттылы Сұрақта қыз қайдан біледі оған бата бергенін? Мысалы, мен бата алып келдім десе, жақсы дей сала ма? Соңында қыз еще қасында еріп жүрмейді ғой, бала бар бата алып жүр, короче. Бірақ камера жүр ғой, бір клип түсіріп жүр ғой. Соңында клипке көрсетеді ғой монтаждағанда. Міне бата өзі тұр, Ескендір аға тұр өзі деп. Блин, сондай. Бірақ негізі ол клипті егер мен Аралда қалып қойған кезімде қазір, осы жерде отырмаған кезде мен ол клипті әлі бередім. бізге хит жазатын едің Иә. нормальный клип қой Өздері қарап алсаңдаршы. әні өлең ән күшті өте хит ән ғой Әлі күнге дейін ұнайды. иә Әлі күнге дейін. Мә сондай клиптердің бір 1000 шақтысын көріп тастадыңыздар ғой. Сіздер Шығар жүйкелеріңіз. негізі. Өйткені біз былай есікті ашып, ал әкеліңдер клиптеріңді тегін аламыз дегенде, лавина басталды ғой бізде. Телефонға түсірілген клиптер де келді ма? Ондай да болды. Шаштаразда түсірілген клиптер. Бір прям клип мына жақта қатып тұр да мен әлі ұмытайын. Шаштараз деген кроме шуток. Әлі бар ол интернетте барып қарасаңдар, әлі бар ол. Ондайлар да болды. Мен анау хит қой. Мына ән енді шығу керек достар. Қазіргі заман енді ғой клип ой хит заманнан ерте әндердің барлығы сондай қазір. Шығарған адам айту керек кринж, нені жаңағы қара өзіңе дегендерді көріп отырып, мен мынаны кезінде 2014-те паталон қойып тастағанмын. Мен өз уақытымнан ерте шығарып қойғанмын ғой деп. Мұқағали сияқты айту керек мен бұл ғасырдан емеспін. Примерно солай. Сосын жібереді, сосын бізге звондайды, ұрсады, қанша жау таптық біз, кейбір ана Ренжи ма сонда ана клип көрсетпегенде? Шаштараз. үлкен әншілер де форматқа өтпеді ғой. Біз жастарға арналған арна жасағасын форматта сондай болды. Сосын үлкен кісілер, үлкен әртістер жібереді. Неге мені алмайсыңдар? Сендер менің кім екенімді білмейсіңдер ма? Сыйластық қайда дейтін әңгімеден жүреді. Жоқ, сыйластық бәрі түсініп тұр ғой, бірақ Сондықтан той думан деген рубриканы аштық. Той думан рубрика болған. Я негізі бізде былай гакут көргендер бар ма? Әлде тым жассыздар ма? Бар, міне, е. негізі қуанатын нәрсе емес. Данияр сияқты болып кетесіңдер. Деу керек қой. Жоқ, эфирді қоссаңыздар, әр 25-30 минут сайын рубрика ауысып тұрады. Осы бүгінгі күннің хит бейнебаяндары, өткен күндер, көп, короче, хип-хоп, анау-мынау. Соның арасында той думан деген рубриканы біз жібердік, аштық. Өткені той форматында көп деген клиптер жіберетін бізге. Біз оны енді 91-ның арасына қоймаймыз ғой. Айдана Меденова, той, Мынау күшті ғой. Екі аудитория ұстайсыздар. 91-ды өсіп көріп отырады да өсіп. Мынау не клип ал деген. Біз көрдік. Чеп. Біз оны көрдік олай істеп. Талай хейтке басымыз қалып, сосын Адамдар давлениемен түскен ғой. Неге сендер біздің патшайымдарымызды көрсетесіңдер, немесе біздің ханшайымдарымызды көрсетесіңдер, сосын одан кейін мынау
какой-то вообще несовременный нәрселерді бересіздер бізге деп. Сосын біз ойладық, окей, онда бізге ресми бір не керек, бір оправдание керек. Неге біз бұл клиптерді көрсетеміз? Өйткені материал керек. Әр әнші әр кетсе жылына бір 4 клип түсіретін шығар, ал бізге эфирді күнде жаңарту керек, апта сайын жаңарту керек. Сөйтіп рубриканы шығардық, сөйтсек, бұл кісілер жылына 20 клип түсіреді екен. Бұл жанр. 3 ән шығарады, бірақ 20 клип. Бірінші әні шаш тарас, екіншісі барбершоп. сосын үшінші болдым. Шықтым шаштараздан үйге отырмын. Шоп, барбершоп. Сөйтіп 25 минут болады деген рубрикамыз кәдімгі арна ашатындай материал жинап қалды. Сөйтіп Тойдуман арнасын аштық кейін. Еще Тойдуман Гаккуды жұрт жерді деп айта аласыз ба? Ол арна әлі бар, Гакку жабылды. Енді рубрикадан шыққан жаңағы идея Канал жауып тастады ғой? Иә, телеканал болып кетті. Жоқ, ол енді Гаккуды жауып тастады емес, жай Гаккудың дәуірі өтіп кетті деп ойлаймын. Өйткені ол кезде Q-pop біз бірінші болып бір жерде тек қана Қазақстанда түсірілген бейнебаяндарды көрсететін едік, және өзіміздің контент. Шетелдің, Ресейдің сериалдары жоқ, бағдарламалары жоқ, барлығы өзімізден. Осындай бір кішкентай бөлмеде түсіреміз, 10 бағдарлама түсіреміз ғой, есіңде ма? Мына стенада followers, мына бір қабырғада ұят парад, мына жақта хит парад, ана жақта жаңалықтар. Біз жерде шаштараз ашып қойғанбыз. Құдай клип түсіріп қалсаң? Ол кезде сондай бір ерекше арнайы площадка керек болды. Қазір керек емес сияқты, өйткені стриминг бар, YouTube бар, әншілердің барлығы өздерінің площадкаларын ашып жатыр, каналдарын. Біз Хит ТВ бар ма? Бар. Негізі бар, иә. Соңғы рет бір кино көрсетіп отыр. Ол баяғыда сондай болып кетті ғой. Мен кеткен себебім де сол болды. Кино көрмеймін дедім ба? Хит ТВ-дан бастаған емес, сол жақтан шыққан кісі. Иә, сол жақта істедім, сосын кетіп қалдым да. Бізде Хит ТВ-де істедік қой? Гакку. Емес стендапты Хит ТВ көрсетті ғой. Біздің стендап Хит ТВ-ға шықты ғой. Біз выступать етіп отырмыз, бірақ үстінде ән бола Ешкім ма? көрмеген ғой, Айтма, бекер айт. Жауаптаңдар. Рахмет дей сал, если что. Хит ТВ рахмет. Бүйтіп айтам. Хит ТВ-да қосып қалсам бір ән тыңдайын деген ғой, білмеймін неге Хит ТВ келді миыма, как жоқ, олар 13-те ма, иә 13-те музыкалық арнадан андай ойын сауық арнасы болып кетті. Ауысып кетті, иә? Ауысып кетті, көптеген сериал, ток-шоу, ТВ Украинан, Ресейдің ескі форматтарын сатып солар көрсететін. Солай. Жоқ, мен бірақ Гакку жабылған естігенде мен шамаланды. Көңілім түсіп қалды. Жоқ, Гакку дейтін ол өте бренд болды ғой. Иә? Прикол. Қалай деп бренд болған жоқ. Серьезно, братан, ты чё? Бренд ол Понти Жорабеков. Шубасы шыққан жоқ па? Жоқ, Гакку ТВ дейтін кәдімгідей қалада, ауылда көретін. Гакку заманауи клип түсірудің индустриясын қалыптастырды. Иә. Өзгерші. Сондай бір клип түсіретіндермен не істеп қалды ғой, шектеліп қалды ғой, сондай олар, Жоқ, негізі біз клипті тегін алатын болғасын, керісінше әншілердің ақшалары сол клипке творчествоға кететін еді. Өйткені бұрын мен Хит ТВ-де жұмыс істеп жүргенімде, мысалы үшін әнші келеді, ән жазады студияда, оған бір ақша жұмсайды, сосын клип түсіру керек, клипке тағы бірнеше миллион жұмсайды. Оны Хит ТВ-ге әкеледі да, Хит ТВ-дің ротациясы күніне 6 рет шығу үшін эфирде, күні бойы 6 рет шығу үшін айына бір $5,000 төлеу керексің. Сондықтан Гакку мен индустрияны өзгертті, ережелерді бұзды, жаңа ереже орнатты, сөйтіп біз кетіп қалдық ары қарай. Дұрыс жабылған дұрыс болып кетті. Қолдан келіп тұрса жабылса. Сен бізге клип жібергенсің ау, Аралда отырып клип жіберген ғой телефонға. Бірақ мен шаштараз емес тұғын. Ауылда братандар шашып қойды, газеттің жерге жауып қойды. Мен және ты дейтін клип көрген жоқсыз ба? Мен және ты дейтін клип көрген. Ол вайн ғой. Ол Тойдуманға да өтпей қалған ғой. Тойдуманға алмаймыз деді. Тіпті рубрикаға өтпей қалған ғой. Рубрикаға өтпей қалған. Сонда қазір не істеп жүрсіз? Қазір сол Қасыңызда отқан жоқпын. Қазір мен Қазіртанда қайдасыз? өздеріңіз сияқты ютубермін, ютубтен алсам. Жұмыссыз ғой. Сіз 10 жыл болды дедіңіз ба? Бағана, иә. Келесі жыл 10 жыл болады, интервьюер болып жұмыс істеп. 10 жыл Республика сарайына бір концерт өрді. Жоқ, бүйтеді. Көктем Лайв шақырады, подкаст. Балу шақырады. Тимур залда отырады, сахнада басқалар интервью алады. Тимурдың сұрақтарын оқиды. Тимурдың концерті болайын деп жатыр дейді. Бану дейді, короче. Жарайды, достар. Иә, 9 жыл биыл, келесі жыл Құдай қаласа жалғастырсам 10 жыл болады. Гаккуде істеп жүргенде негізі бұл интервью алу себебіміз, біз радио ашқанбыз, Гакку FM-де болған. Сол кезде Гаккудың кешкі уақыт слотында бір бағдарлама керек болды, сөйлейтін бағдарлама.
соған менен сұрады, барасың ба, эфирге шығасың, тікелей эфирде сұхбат аласың ба. Мен арманым болған негізі сұхбат алу, сондықтан мен барып көрдім. Өте қызық болды, ерекше болды. Өйткені радиода істегендер бар ма? Тікелей эфирде радиода істеген өте радиода істегендер бар ма? Бір күнделікті жұмыс сияқты сұрадыңыз ғой. Сатушы болып көрдіңдер ма деген сияқты. Сонда да табылды ғой арамызда. Радиода істегендер бар ма? Официант қтж-да десең, иә. Ал былай радио жоқ шығар. Сөйтіп радиода бастап, бірден оны видеоға түсіріп, арнадан видео форматында бағдарлама ретінде шығаратын едік. Қазір сол бір Қайрат Нұртасмен болған интервьюдан бір үзіндісі қайтадан хит болып жатыр ғой. Қайсы? Көзілдірікті шеше аласың ба дейді. Әрине шеше аламын, қыздар ғашық болып қоймай ма? Қайрекеңе жарасады осындай бар ғой. Жоқ, ойлашы, ол кезде... Сол кезде сіз қалай күліп қоймай бүйтіп деп отырдың. Ол кезде ол өнер тұғын. Очки шешу, ой. Шынымен ғашық болады шығар деп қарағанша. Айта кетейін, мына тарихи период деген нәрсені білу керек. Қазір отырсыңдар 26-да білгендерін істей аласыңдар. Ол кезде Қайратты тікелей эфирге шақырып көндіру, еще видео болады дегенге өте қиын нәрсе. Қай жыл ол? Өте қиын. Ол 16 ма, 17 ма сондай. Мамасынан сұрап жүрген кезде. 16 емес. 17 ма, 18 ба сондай ғой. Өйткені ол кезде бізге айтатын, жоқ, Қайрат тікелей эфирмен жұмыс істей алмайды, жоқ, бармай қойсын, сұрақтарында алдын ала жіберіңдер деген нәрселер өте көп болды. Әкіммен кездесу сияқты екен, е? Кіммен? Әкіммен кездесу сияқты. Сіз әкімге де өйтіп бармайсың ғой? Өзінде ма дейсің болды? Шамамен. Қазір үйретіп алдық қой өзімізде барлығымыз. Жоқ, бірақ именно Қайрекен үйренген жоқ әлі. Оған Қайрекен әлінген сол ғой. Келе бермейді көп нәрсеге. Көріңдер шақырып, мүмкін келеді. Шақырдық. Риск төбі ризық дейді ғой. Зачем рисковать еді? Біз шақырған, бірақ отказ берген жоқ. Жеткенде жоқ қой негізі. Я. Интеллигент ертең интеллигент ауылдың морг дейтін несі шығады. Келмей қалған қонақтар. Таспай. Тұрсынбек. Мен көршім Тұрсынбек шақырып атымыз ғой. Жоқ, байқасаңдар 10 жыл ма қанша, 9 жыл өтіп кетті ол сұхбаттың шыққанынан. Әлі күнге дейін санасаңдар Қайраттың көп сұхбаты жоқ қой. Солай, көп бара бермейді. Көрейік. Сіз арқылы шығамыз ба? Көріңіздер. Сіз арқылы Роза Қуанышқызын шақыруға бола ма? Роза Қуанышқызын шақыруға болады, бірақ... Олар келмейді шығар ол кісі? Жоқ, ол кісі шақырсаңдар келеді, бірақ сендер... Алдын ала сұрақтар ма? Әлдерің жетеді ма ол кісіге? Әл жеткенде ше, баласы болып бере алам. Мамау деп қасында. Қатемді кешірге. Ол апайға ше, 1,5 сағат қалайсыз деп отырып. Иә, просто тыңдап берсек те болды ғой. Алияны айтқызамыз. Любовь настала бар. Алияны айтқызатын болсаң, мына жақтағы техниканың барлығын ауыстыру керек сендер. Замандасып көріңдер. Мен қалай айтам деп. Иә, мынау не сақтамай. Қалай жүре берем. Кстати, Роза Қуанышқызы дастарханда отырып ән айтқанды былай айтып берші дегенді ұнатпайды. Әрине. Өз бастап кете ма? Жоқ. Қобда небі сулары. Бастапты. Ол кісінің сүйіп өскен. ән тыңдағым келсе концертіме кел деп айтады ол кісі. Ән тыңдағым келсе концерт. Менің ән билетіңіз қымбат қой десекші. Онда мә қарызға дейді. Менде билет бар ғой десе. Рассрочка бар. Жоқ, өткенде сіз ол кісі туралы директ фильм жасадыңыз. Иә, Қанатпен бірлесіп. Керемет. Сіздің де қатысыңыз бар ма оған? Сіздің емес, сіздің қатысыңыз бар жоба деп бастау керек шығар. Сіздің неңіз ба или ол Кананыкі ма? Жоқ, ол негізі Али екеуміз осындай жоба жасаймыз деп шештік. Ол менің... Іше алмасаңдар, ішпесеңдер қыздар. Мас болып қалды. Үлкен әңгіме болып жатыр мына жақта. Осындай енді мерейтой болғасын сахнадағы. Айта берсін, сөйлесесің, өзім айта берейін. Роза апайымыздың осындай мерейтой болып жатқасын біз осындай ерекше бір фильм түсірейік деп шештік. Мен бастадым оны Алимен бірге, бірақ кейін бізге бөлек көзқарасы бар видео жағынан, сурет, картинка жағынан, режиссура жағынан ғой, кім бола алады деп ойлағанда мен айттым, Қанат, Али айтты, Қанат деп сөйтіп хабарластық. Қанат не істе десең, но я женат дедім ма? Маған бәрібір. Камера тауып беріңдер дедім. Осындай жобаға қатысу үшін, Роза апаймен жұмыс істеу үшін мен барлығын істеуге дайынмын. Потолок. Келіп барлығын істеп берді. Сондықтан екеуміздің де жұмысымыз сол. Так, Тимур, енді сіз қазір, если честно, ашығын айтқанда деп. Честно говоря, если честно, Гакуде болған, Гакуден кеткесін ауыстыру керек. Мен Ернар Редер болып кеттім. Ренжімесін деп. Честно говоря,
не прикол жоқ, болып кетті? ютубтағы интервью. А, Иә. иә. иә Сіз 3 тілде сұхбат аласыз. рас Қазақша, орысша, ағылшынша. мхм. What? What? Қазір бір ұзын сөз айтсам бұйсып қаласың ғой. Come on, бегин Gala. бежан беганнан қаласың ғой бегон бегам қалай Stop it, Gala. о біздің құпия сөз стоп қала Мен бұл сөзді бір жерде естіген сияқтымыз. бірақ ол кезде айта алмаған аузында шарик тұрған. ей қойсашы Жоқ, теннис ойнап жатқан ғой. Ұрған кезде. Иә, сары шарик. Олар неге бойдақ десем понятно. Иә, мына екеуі бойда. Жоқ, жаңа теннис ақ шарик деп айтты, иә? Жаптық қоярдың көтің жауып жүр енді бала. Жетер сенікі. Давай. Сіз қонақтарды Үш қалай? тілде. Менде бір Үш тіл бар десе. менде сұрақ болды, ағылшынша кімнен алдыңыз? Мен Сұхбат де. мен негізгі мамандығым аудармашы. Тілмашпын мен ағылшын тілінен. Ағылшын, қазақ, орыс тілінде. Ағылшын, түрік тілін, бірақ түрік тілін білмеймін. Мен де аудармашым, бірақ түрік тілін білемін. Насылсың деп. аркадаш Екі түрік сөйлесіп тұрады ғой. Кайф. Иә. Менің группаластарым түрікше оқығанда мен қашып кететін столовыйға қыздармен. Демек сіз үш тілде еркін сөйлейсіз, иә? Иә. Окей. Үш тілде еркін сөйлейсіз дегенде меніңше ренжітетін бір нәрсе мені қазақша білмейді деп ойлайды көбісі. Өйткені енді менде де қате бар шығар, өйткені бізден жақсы қате көп қой сізде көптеген иә мінсізбін дейсің ба енді қате бар сенде көре алмайсың ба Бірінші қателігіңіз Гаку. Понти Жорабек. сұхбаттарым орысша көп шығады. Иә. Шыққан алдында, бірақ қазірдің өзінде қазақша шығарсам, YouTube енді мені қазақтарға ұсынбайды. YouTube'ның алгоритмі. Бір шығарылым шығады, мысалы үшін, ол бір 150-200 мың жинайды. Одан кейін күшті бір сондай бір құлақ қонақ шақырасыз күшті қонақ шақырасыз ба иә, жақсы қонақ шақырамын, жақсы тақырып талқылаймыз, өте терең. Соны саламын да, YouTube қарайды да. Жоқ, олар Гаку істерсің деді. қарамайды бұның көрермендері, ұсынбаймын дейді алгоритм. Сөйтіп тұрып қалады. Сонда Түсінуім сіздің келеді. YouTube каналыңызда екі тілді, үш тілді формат болғаннан кейін тек қана орыс тілділерге ұсынады, иә? Иә. Соны былай білесіңдер ғой қалай істейтін алгоритм. Бірінші сенің подписчиктеріне ұсынады. Және қарайды, подписчиктерін сенің басып жатыр ма, 15 минут, 20 минут көріп жатыр ма, көрмей жатыр ма. Басып көріп жатса, онда одан бір ауқымды аудиторияға ұсынады. Олар да қараса, бір какой-то процент қараса, онда миллиондаған көрерменге ұсынады. Олар сосын өздері шешім қабылдайды. Орысша ұсынғанда басады, қазақша ұсынғанда почему-то баспайды, қарамайды. мынау шығардың жинай ма өзі бегер Қандай сөйлеп отырмыз ғой? Мынаны ешкімге ұсынбасын. Жоқ, ол сендердің каналдарың ғой, менің каналым. Морг деген папкаға. ссылкасын жіберіңіз жазып қоясыз ғой Моргқа апарып тапсырайық. Сол Ссылкамен таратамыз дейді. содан орысша шығарам, қазақша шығарам, ағылшынша шығарам. Қазақтар мені көріп, мә, сіз қазақша білесіз ба деп таңғалады кәдімгідей. Маған қызылордалыққа базарда тачкамен жұмыс істеген арбакеш боп бала кезден. Мен Қазақша білесіз ба дейді ғой. Сол дұрыс еді ғой. бала кезде арбакеш болып кім болған? бала кезде базарда арбакеш болған Арбакеш дейтін? Арбакеш деген жоқ шығар. Арбамен жұмыс істейсің, арба итересің. Андай айтып жүреді ғой. Біреу үшін, иә. Дорогу деп жүреді. Менікі ондай прям брутальный болған жоқ. Жоқ, бұл ағылшынша біледі. Road. Қызылордалықтар бүйтіп мынау не? Жол, дорогу, road. Dangerous Қызылордада базардың қасында жұмыс істеймін. Жасым бір 13-те, 14-те, ақша жоқ, мамада ақша жоқ, 90-шы жылдар әкеде ақша жоқ, сосын мен Сана көңілді қылмайды отырса кедейлікті. Ал ол кезде папаң ше десе мамаң ше ақша жоқ деп айтатындай емес. дұрыс қой Ақша жоқ! ойлаймын, қалай табамын ақша керек деп. Сол жерде мен барып айына бір рет зарплатасын алғасын, мама бізге ақша береді шамалы. Базарға барғанда бір апайдан, постоянно Асия деген апайдан сағыз, кәмпит, вафли бір нәрсе аласың. Ол кезде басқа вариант жоқ. Сөйтіп сол апаймен дос болып қаламын. Ол айтады маған не көмектеспейсің? Негіз басында жүріп едіңіздер? Басында жүрдіңіздер ма? Дос болып қалайық деді ма сосын? Апайың ғой. Джентльмен не раскрывает своих секретов.
сөйтіп маған айтады, маған көмектес, мен осы күнде келемін осы базарға, заттарым көп, менің арбам бар, сен мені алып келесің, таңертең кешкісін апарып бересің, мен саған ақша төлеймін дейді. Сөйтіп мен жұмыс істедім, бірақ сосын предпринимательский жилка болғасын, мен ойладым, так, бұл апай қайдан алады екен бұның барлығын, бұл материал, бұл іштен шыққан жау-жаман продукттың барлығын. Сөйтіп үйренем, сосын өзім алам, ақшамды жинап, класстастарыма переменда сатам, сосын сөйтіп ақша табамын. Солай болды. Қанша кэш көтердіңіз? Көп көтердім. Мамамның зарплатасынан көп кэш көтергенмін. Ондай да болған. Үйіне келіп айтқан мамасына жұмыс істесе, не ол? Менен аз тауып атсыңдар ғой сендер. Папа сосын істеші, бүйтші. Сен қалай еркек болып жүрсің? Папасына келіп таңертең тұрамыз, моншаны жөндейміз. Алда-жалда жұмыс бірдеңе кетіп қалады ғой осыдан. Сол мен базарда жұмыс істегесін бала кезімнен. Мен саудаласқанды жақсы көремін да, өйткені базардың қызығы сол ғой. Базарға барып өткенде балама и так 3000 тұратын ойыншыққа саудаласып тұрмын да, бір апаймен. Бағана осы кету керек берген. Кәдімгідей таңғалып. Соған Мынандай болды ма сізде? Бер екенді. Ана 3000 дейді мынау. 1500. 3000. кет деп. Мен понты жоректі қарағам. Бер екенді. Сосын ақшаны аласың, базарға былай барлығын пытырлатып, барлығын ұрасын, продукттың барлығын, тауардың барлығын өтіп кетсін деп. Бәрін неге ұрады негізі? Ырым ғой? Ырым жоқ, ырым ғой. Ұру неден шығып кеткен деген ғой, басынан сен де әкел деген сияқты. Оны енді сен білмесең мен білмеймін. Шығу тарих неде екен анау 3000 сен де әкелсің. Ой, не қойған ұру? Ширк қой десең. Просто ма? Ол қазір мен тақияндап кетші. Ширк қой ол. Ойбай. Жақсылыққа сену несінде шығар. Ырым ғой, ырым. Қазақтар ырымға сенгіш қой. Және мен сұрағыма жауап бермейсіз. Қай сұрақ? Үйде қандай сұрақ қойып та үйрену керек саған. Жоқ. Жоқ мен. Біз енді енді оған біраз спорт ете алмайсың ғой, біз дейтін радиода істеген жоқпыз ғой. Сол айтам. Не айтқың келіп тұр ма? Сен арба қылып айта кеттің. Екі аяғын көтеріп ал. жоқ айдап алып кеткен. Бірақ жылжымайсың. Аяғын жыбырлап жатыр. Оңбаған. Қоя беріңіз сұрағыңызды. Ағылшынша кімнен интервью алдыңыз деп сұрақ қойып едім. Ағылшынша кімнен? Осыдан 1 жыл бұрын ба аутизмге қатысты бір профессор келді Калифорниядан. Сол кісіден оның алдында Америкадан психолог Майк Тайсон жеке психологы келді. Содан сұхбат алғам. Және де Құлағы тістелген ба? ол апайдың құлағы тістелмеген. Аман қалыпты. Ол психолог әйел адам ба? Иә, әйел адам. 70-дегі, 80-дегі әйел адам. Тайсонның психологы? Иә. Тайсон наркоман болып, мына кризис болған жағдайынан шығарып берген психолог. Өтірік айтып жүрген жоқ па? Тайсон шығарып берген, мен сен де шығарып беремін. Жоқ, Тайсонның биографиясын оқысан, ол өзі де айтады ол кісі туралы. Өзі де айтады, Тайсонның мамасы жоқ қой негізі. Және де осы Мэрилин деген кісіні мама деп атайды екен. Сонда сіз Тайсонның анасынан сұхбат алдыңыз ғой? Сол болып тұр ғой. Аяулы анасынан деп. Мерлин ба? Қара, Тайсонның мамасынан. Мэрилин Мюррей. Әлидің мамасынан. Мерлин Монро. Топтар екен ғой. Төрештің әкесі болса енді. Сосын біздің мына әлемдегі біздің регионға жауап беретін ВОЗ-дың Всемирная организация Денсаулық сақтау ұйымы соның басшысынан сұхбат алдым. Өткен ол кезде бізде ана неден көр қызылша ма? Қалай қазақша бізде? Қызылша? Иә. Содан бізде эпидемия болып жатқан кішкентайларымыз кәдімгідей кетіп жатты ол кезде сол аурудан. Ол кісілер келіп хабарласты, осындай эпидемия болып жатыр, Қазақстан үшін осындай бір әңгіме ұсынсақ деп. Сөйтіп ағылшынша, ол кісі тек ағылшынша сөйлейді, сондай сұхбатта шығарамыз. 3 сұхбат болды сонда? Жоқ, қалғандар, басқалар да бар. Тағы кім болды? Кендрик Ламарғаннан болды. Кендрик Ламар. Жоқ, сонда ағылшынша ондай тоқтап қалмайсыз, иә? Көп кете бересіз. Zero. Okay. So I can talk to Danyar. Пловта қосылатын зеро ма десең? I can talk to Danyar, Danyar can talk to me, and I can actually make fun of Danyar. Видео салып It won't be. Канал Мен арбам сүйреп кетіп қалдым. Сенің фанатыңмын дейді. Жоқ, ол рас. Мен Даниярды алғаш рет әуезов театрында болған қазақша стендапқа Нұрмахан шақырып мені, мен барып едім. Кешір Нұрмахан, сол кештің жұлдызы Данияр болды. Мен содан бері
фанатпын. Мен сіздің кумиріңізбін. болды осыдан бастау керек еді каку туралы айтпайтын едім Туф, басқаша болатын еді бүгінгі басқаша шығарылым. болады Ой. аға үйде қандайсыз деп отырады Тимур аға үйде қандай арба итермеген деші деп иә все ой соңғы алған сұхбатыңыз Соңғы сіз әлі жұмыста отырсыз ба болды сұрақ қоя берейін да соңғы шыққандардан ба әлі шықпай? соңғы шыққан Соңғы шыққан. немесе шыққалы жатқан біз Сұхбат міне өткен апта Дина Төлепберген. Осында отыр. иә бізге де келді ол кісі Дина күшті тәте күшті тәте суға жүзеді екен Ocean Woman. иә қанша километр деді 5000 5000 километр жоқ 5000 жей 5000 метр 5 километр 5 километр 5 километр ғой. 5000 километр 50 000 сантиметр десең. Дина Төлепбергенге бар ғой аквамен қарады деген сияқты 5000 километр деген кезде акула ма иә акула осы ентікті қыз Жоқ, Динаға өте риза болдым, өйткені Динамен алдындағы мына әсіресе астарлы ақиқат кезіндегі дәуіріндегі бір ауыр тақырыптарды көтерді ғой. Ауыр бір біреудің тағдырын алып, соны эфирге шығарып, бір құрал ретінде қолданып кетті ма деген тақырыпты көтергенде өте жақсы жауап берді. Көптеген нәрсені мойындады, өйткені әлі күнге дейін кейбір біздің сондай теле жұлдыздарымыз мойындамайды ғой. Әлі күнге дейін. сіз осы атап айтсақ сол жұлдыздарды олар жазыңдар. олар менің морг деген папкімде Олар менде қонақта болмайды десең. себебі каку жабылып қалды достар десең жоқ сіз сұхбат алып болмаса сұхбатқа шақырған кезде сондай конфликт болған адамдар бар ма Конфликт дейтіндей болған айтуға жоқ, болатын бірақ менің бірақ ұру жергендер болды конфликт деп айта түсірілім барысында мынаны шығаруға мынаны болмайды zero халыққа өйткені мен мынаны шығарсам ана адамды көміп тастайды сондай болды иә дегендер болды иә біреуді ред флагтан аман алып қалдыңыз білмеймін енді ол дұрыс па дұрыс емес па мүмкін білу де керек шығар халық бірақ шыққан жоқ жоқ сұхбат шықты ол жерін қиып тастадық кейбіреулер мысалы үшін өте күшті болып көрінетін адамдар андай примерный адамдар болады ғой мысалы сіз сияқты ма мысалы мен сияқты болып көрінетін бірақ сұхбат барысында оказывается екінші әйелі бар екен оны саған камера қосылып отыр оны саған айтады барлығын айтады сосын сұхбат біткесін алып таста дей ма мынаны көрсетпей ақ қояйық өйткені мен мына әйелімді айттым ана әйелімді айтпадым ана әйелім ренжиді ал мен енді дінді білесің ғой мен екеуіне де тең қарау керекпін мен айтпас алып тастайын арасында бүйткен жоқ па аха менде ондай сұхбат болған жоқ қой опасно не шапалақ ұрып отырсыңдар ертең соттап кетсе біреу жандары кіріп отыр ғой тағы да дальше қораға кірші данчо ешкім алып шықпайды халық ертең сені аты аталған жоқ түсі түстелген жоқ иә бірақ тұрсынбек екен біліп отырмыз мен тағы бір рет айтайын тұрсынбек көрсем давай жеге сендермен адасқанға қуаныштымын кеттің ба сырдан көресің мен сені құтқарамын менің арнамда тұрсынбек ешқашан болған емес мен айттым ғой ал мен кім туралы айтқанымды білесіздер ме сұхбат шықты бірақ ол үзінді жоқ болды бәсеу сондай ол кісі ондай емес еді ғой дархан досым бірақ ондай кісілер біреу емес екен бірнешеу шықты менің арнамда ондай кісілердің онда сіздікін қарайтын болдық қой бүгіннен бастап зерттеңдер детективтер феминисттер сияқты отқан жоқ бүйте ма жоқ Тимур ағаны ішкен кезде қызылын көрсетmişсің логоны көрсетіп аха болды ақша түседі көріп тұр арба сүйрегеніңіз андай итеріп тастап бір қолға қысып аласың да былай шығасың короче мына ютубқа шығады ғой шығар деп бұйырса комментарийден детективтер қосылады иә тәкең просмотр резко көтеріледі ғой алдауға 13-те төртеуміз қайсет жоқ екеуміз 4 комментарий жазсақ төртеуміз жыртып жатсыз тәке деп осы ма деп жазып кетсек осы ау деймін түрі екі қатын алатын сияқты деп
төбе екі айналады. бүйтіп жастасақ қамит. бірақ обалына алғым келмейді, енді адамның өзінің жеке өмірі, өзінің таңдаған жолы, мен жоқ енді несіне ютуб сол үшін араласамын. емес па? ютуб дейтін ол еркін формат. Бірақ қарашы, өзі сұрап тұр ғой, алып тасташы. Сіз 3 тілде жүргізуіңіз керек еді. Екмей қалсын ба? Екінші әйел туралы, окей, about second wife деп. Ой, үйремсіз ғой, әжептеуір. Әдемі сөйлеп тұр, иә? Бірақ ана мен ойладым, ауырып жатқан шығар. Next question. Жағы істемей жатыр ғой. Джим Керри сияқты сөйлейді екен. Мен аузына қасық салайын деватырмын уже. Сөйтсем өзі екен ағылшын. Тамаша. Болып тұрады ондай енді. Бізде де болып тұрады ғой. Бірақ енді кішкене адамгершілікке Сендер салып. алып тастайсыңдар ма, қалдырасыңдар ма өздерің? Қала берсін. Жоқ, өздері поправить. Біз қалдыруға тырысамыз көбінесе. Бірақ сұраса, көнесіңдер. Иә. Сұраса саудаласамыз. Бер. Сосын Сізді соны қысқартып тәке деп айта ма? Тәке деп онша емес соқып қалатын сияқты, иә? Тәке дейтін Тәке Тимур сізге. тәке деп Тимаққа. Керек емес сияқты. көп айтпайды. Қызылорда жақта болса Тимаққа дейді. Жоқ, батыста болса батыста, Тимақа, Оралда болса Тимақа дейді. Жоқ, бізде Тимеке дейді. Тимеке дейді, иә. Бірақ олай ешкім атамайды. Мен Аға десеші. ұнамайды. Оған ұнамай ма? Брачка деше. Ұнамайды. Құрдас. Пойдет. Пойдет, иә. Жеңге Қайдағы құрдасыз? Щегол. Қыздар дейскі, братан, ештеңе де алмаймын. Базарда заттасыған Сізде сонда міне 10 жыл болып қалды ғой бұйырса интервьюда. Интервьюдан 10 жыл бойы қашып жүрген біреу бар ма? Ұстай алмай. Абіләс бізі. 10 жыл бойы емес, бірақ болады ондайлар, иә. Қазір емес, кейін, мен не айтамын Туалет отырмын деймін. деп құтылып кететіндер бар. Төт. Бірақ кейде әдемі құтылып кететіндер болады. Топ 3 отмазка қандай? Топ 3. Жақында ғана маған ұнаған кім? Қанай? Хабарластым өзім, әңгімелесейік, интервьюға кел, сұхбатқа кел деп. Ол аға, мен әзір ондай бір жақсы сұхбатқа дайын емес сияқтымын. Сөз байлығымда, сөздік қорында келмейтін сияқты. Бізге как раз келіп тұрсын. Маған, конечно, маған бұл деген үлкен комплимент. Тимурдың өзі мені шақырып отыр, бірақ әзірше мен дайын емес сияқтымын. Деп тегіз жерде. Деп, иә, айтты, қабылдадым. Неге біз шақырмайсыз? Сен Red Flagsың ғой. Бағанағышы. Шақырғаныз. Жоқ, қараса, мен бағанағының ондай екенін мен мына сұхбат барысында біліп отырмын. Бірінші сұрақ қоямын, екінші сұрақ қоямын, сөйтіп әрі қарай сосын мына жақтан мынау не жауап болды, анау не жауап болды. Барлығын былай жинап, сосын тарс еткізіп сұрақ қойғанда жауап берді. Сол кезде ғана білдім. Ол қай салада істейтін? Тимур аға, Детектив сен. сіз енді проф деңгейдегі адамсыз ғой, сіз сонда ел жұртын айтқанына сене салып, мен жайлы статус вывод шығарып тұрсың. Жоқ, олай емес. Сіз профсыз, ұмытпаңыз. Конечно, мен өз орнымды білемін. Сіздің сұхбатыңызға Менің айта беріңіз. менің парызым сұрақ қою ғой. Иә. Red Flagsың ба? Сіз сұхбатыңызға 4 адам, 2 адам келуі мүмкін ба? Болады, ондай подкасттар болады. Так, үшеуміз Ондайды барамыз ба? подкаст деп кеттік қой, негізі, бірақ ол біздің шығарып жүргеніміз ғой. Бір адам болса интервьюде. сұхбат, 4 адам болса подкаст деп. Екі адамнан көп адам сөйлеп отырса, ол подкаст. Бірден подкаст деп айтады. Иә, подкаст Екі адамнан көп болса жамағат. Подкаст пен интервьюдің несі қандай айырмашылығы? Орта подкаст қойында, иә. Подкаст деген, егер былай шын жауап беретін болсақ, ол подкаст деген технология негізі. Ол жаңағы радиоға қатысы бар. Иә, подкасттың негізгі Формат басқаша тарайды. Иә, негізгі мақсаты да несі? Қалай айтамыз? Мағынасы ол тарату технологиясы. Подкаст тек қана аудио, және подкаст сен телефонында апта сайын өзі шыға береді. Сен іздемейсің. Аудио Сен бір рет подписка басасың, сөйтіп апта сайын шыға береді. Бізде ондайлар болған, иә? Бірақ қазір білмеймін, бар ма? Қазір бар, бірақ болған, бірақ қазір бізде видео подкасттар танымал болып кетті. Бізде де подкаст дейді. Ол 2000-ші жылдардың басында Америкада өте қатты не тарап кетті. Нигалар дамытты ма? Жоқ. Оған дейін. Ол рэп. Анау рэп. Ол мынау рэп. Жоқ, мынау екі саусағы жоқ жігіт. Человек полк мынау. Человек полк мынау. Подкаст біздікі подкаст емес қой, иә? Жоқ. Біздікі Шоу ғой? YouTube шоу. Қазақ комедия кеші ғой. көңілді кеш. Қадірменді ағайыны. Біз той домадан шықсақ сөйтіп шығатын еді төртеуміз. Отмазка айтқандардың ішінде біз былай танымал, ерекше, қашып сізден. Болмаса шықпай қалған интервьюлар. Бір ғана бар шықпай қалған интервью.
оны да қонағымның өзі сұрады, мынаны шығармай ақ қояйық деп. Өйткені өте ашылып кетті ма басқа жағынан? өте эмоционалды болды, өте қиын жағдайдан кейін алған сұхбат болды, және де қонағымның өзі шамалы білмеймін, өзіне де сөзіне де эмоциясына да берік бола алмады. Кейін көргеннен кейін қазір де ойлаймын, барлығы жақсы ол адамның өмірінде. Мен ол кезде оны шығарғанда мүмкін оны бұзып жіберетін бе едік, соны мәссаған құртып жіберетін бе едік. Қазір барлығы керемет. біз жаман андай жоқ кім екенін білгіміз келіп бара жатыр да өліп бара жатырмыз да өсекші екенсіңдер мына жақта кәдімгідей өсек десе. Өсек болса біз таратушы едік. Біз таратпаймыз ғой. Біз тек көрсетеміз. біздің парыз сұрақ Тарату қою. технологиясы подкаст десе. Иә. Сіз мысалы Бір рет болған онда, иә. иә оны айта алмайсыз. Жоқ, өйткені мен Бас әріптерін. жоқ, мен сөз бергенмін. Жоқ. да ұқпайды, қызық ешкім болсын оны ортаншы әрпі көрмейді. Бірақ көрерменде десе. оның кім екенін тауып алды кейін. Біліп алды. Хотя фамилиясын айтыңыз. Өйткені біз түсіргенде бірге сурет салдық. Көндіре Жақын алмайсың арада ба? шығады деп. Сосын жоқ Шықпай болып кетті. Иә. Мысалы үшін сіздің қонағыңыз жылап қалады ғой интервью алып. Содан кейін жоқ кетті ма? МС Соловейбек желі ма? Қонағыңыз сұхбат алып жатқан кезде жылап қалған кезде сіз не істейсіз? Өзіңіз қалай? Мен қосылып жылаймын. Өйткені мен эмпатпын. Мен қасымда отырған адам көзіндегі жасын көргенде мен де беріліп кетемін. енді Ондай сен болады. далбандар соғытпайсың ба жоқ күлу Дорога! Дорога! Давайте наезд, укрупняемся, тизер. дұрысламай жатсың бер шашты бер Жылашы адам құсап. Жоқ, рас, ондай болады. Менде жылату үшін сұрақтар бола ма арнайы ондай жылатушы. Техникасын үйретіңізші, біз кейін қонақтар жылатайық. Сендер не істейсің ол техниканы мына жақта? күшті ғой біреуді еңкілдеп жылатып төртеміз бізге апгрейд керек. Біз Жылататын сұрақ. Кредитің бар ма? Кәдімгідей былай отырып жоспарлап, бұл мына жерде жылайды дейтін ондай жоқ. бірақ сіз кәсіби маман болып кеттіңіз ғой бірақ білесіз ғой где то осы жерде жылап қалады ау Жоқ, мен ойлаймын да, білемін ғой, әрине адамның жеке тарихы бар. Тарихында болған өзінің ерекше сондай ауыр сәттері болды. Бірақ Жеке тарихы бар кейбіреулер жылайды, кейбіреулер нормально жауап береді. Өйткені жұмыс істеген өзімен. Ол сәтпен жұмыс істеген уже проработка болғанда, сондықтан айтып береді кәдімгідей. Бірақ айтып бергенде басқа адамдарға да бір пайдасы болсын деп айтып береді, жеткізіп береді. Біз бар ғой, тек қонақтар туралы сұрап жатырмыз ғой, жылайды деп. Соңғы рет қашан жыладыңыз дейтін бар. Әдемі. Әдемі. базарда жылаған шығар базарда Ләйла Сұлтанқызының сұхбаты болып кетті ғой мына. Жоқ, просто жақында ғана ләйланы қабылдадық қой біз сіздің қонақ содан үйренгеніміз соңғы рет Тимур Балу қашан жылады және қалай жылады Жарнамадан соң көреміз. Өткен аптада. өткен апта? Өткен аптада жыладым. неге үйдің кілтін аша алмаған дейсіз Тон кетті. том кетті содан жыладым сосын қандай 39 келіп кеткен аяғым том дейсіз Кішкентайымызды балабақшаға жібердік. Балабақшаға үйреніп жатыр, бірақ кішкентайым мен оған ол маған қатты, менің баламда Байланып қалғансыздар. ұл ма қыз ба Ол бала. Иә, ол бала Диас 2,5-да. менің баламда дегенде қалай сонда өзіңіз қатты жақсы көресіз сіздің неңіз Иә. Балабақшаның өзіне жылағанда мамасын іздемейді, әкесін іздейді. Папаға барам, папа қайда, папа деп жылайды, айқайлайды. Камералар бар. Бір жағынан ойлайсың, ол күшті бақылап отырасың, екінші жағынан күні бойы анаған жылағанына қарап мен өзім барып ерте алып кетемін деп шығып жетем дегенше жылап балабақшаға барсам, ей дейді маған, мына балаңыз, сіздің балаңыз үйренетін бала, сіз үйренбейтін сияқтысыз. Балабақшаға әлі дейін мен алып кеткенде маған прикол ұстайды. Сіз балаңызды жіберіңіз, ол үйренсін деп. Жігіттер не болып кеткен қазір мына. Жаңа ғана гринге келе жатыр едім, қайтып кеттің ғой. Балаңыз балабақшада жылап жатса, сөйтіп жылап қаласыз ба? Кәдімгідей сөйтіп машинаға отырып. Бір рет жылаған емес, күні бойы жылады, мені іздеп. Папа деп, таңғы 9-дан кешкі бір неше 3-ке 4-ке дейін. Камераны өшіре салуға болмай ма? Болмайды екен, ертең балалы болғасын түсінесің оны. әмин десе әмин деп айту керексің қаттырақ Бірақ егер басқа салт керек, өмір салты ұнаса, тоже не проблема, все нормально. Біз толерант. Біз осуждать етпейміз. біз сені қандай болса да қабылдаймыз Нұрмахан, сені ұмытпа. сені ұмытпа Біз сені біз жақсы ана көреміз. жүрегімізде әке жүрегімізбен қабылдаймыз Дос жүрегімізбен. Кешір. Біз толеранттымыз. Шешіне қой. ол қыжыл
қыз жылау дейтін нәрсе сізде ұл ғой, менде қыз ғана барады. Мен де тоже жылаймын. Мен де әкемін. Мен камерасыз адаммын десе, индепендемін. Мен де ет пен сүйектен жаралған. Мен де жылаймын на то пошло. Каждый апта қызбен қоштасу оңай ма маған? Көз алдыңда қыздар ұша береді. Өз-өзіңді көмесің осылай Гала. Тұңғиыққа қарай. Бұл жердегі топырақты алып та жамылды ғой. Күрекпен ба? Негізі Жансая Дикон айтқан рас екен. Ну ладно. Қойшы. Тимур, конкретно бар. Қазір программа біткен кезде бүйтіп тұрмай қана. Неге Гала деген бала қуама бітті ме ғой? Мен түсінде не бар? Или былай, Тимурға қатты өледі екен ғой. Сол. Негізі Тимур, сіз кеш үйлендіңіз. Кеш үйлендім. 30 кешкі 7-те ма? 8-де. Жоқ, ондарға тамай үйленген кеш болып барады. 38-де үйлендім. 38-де? Шанс бар. 38-де? 38-ге дейін Гаккуды ашып, дамытып жүрдім. Гаккуды ашып деңіз, дамыту жағын. Нұреке, сіздің жасыңызда ғой? И Гаккудегі әріптесіңізге. Я, Лаура, біздің негізі Гакку үлкен бір холдингтің компаниясы ғой, оның ішінде басқа да компаниялар болды. Гаккуге неге келді ол? Собеседованиеға, жұмысқа тұруға. Понтин клибін ақ білсе. Бірақ біз собеседование жүргізген мен. Басқа папка ашылған ғой. Бірақ сол Андай сұрақтар кетеме, үйде неше баласыз? Әкеңіз бар ма деп. Сондай сұрақ па собеседование? Біз сол әңгімелесіп отырып түсіндік, бұл қыз мына келген жұмысынан да несі білімі жоғары, сондықтан ана басқа компанияда оған жаңа басқа орын тауып берейік, жұмыс орнын тауып берейік, сөйтіп ол біздің жарнамамен айналысатын ішкі агенттікте жұмыс істеді. Сол 2 жылдан кейін ғана бізде бір нәрсе басталды. Ең басты жарнама. 2 жылдан кейін ғана жарнама шықты десе. Оған шейін махаббат тастап кеткен ғой. Жұмысқа қарайтын уақыт. Жоқ, айтамын да, ең басты жарнамасы өз-өзін жарнамалаған ғой қыз. Жоқ, келмейді. Жоқ, әдемі ғой. Ең күшті, ең главный жарнама. Жоқ, Галан бір өзі тастайық та жүрдіңіз. Ең күшті жарнама, ол байқалмайтын жарнама. Ең күшті жарнама, өз-өзіне жарнама. Өз-өзін жарнамалаған ғой Тимур ағаға. Жоқ, мен түзетіп бердім, Гала, түзетіп бердім. Ең күшті жарнама, ол байқалмайтын жарнама. Байқамай қалған ғой Тимур қалай. Екі жақтан да солай болды. Өйткені біз өте жақсы дос болып кеттік бірінші. Дос деп көрдің ба? Қыз бен жігіттің арасында ешқашан достық болмайды. Достыққа сенесіз ба? Достыққа сенесің бе? Мысалы біздің үйде де мысалы бір досым үйде тамақ дайындап жатыр отырғанда. Өте жақын достарым бар. Данчо, міне әйел мен ер адамның арасында достық бар дейді. Достыққа сенем дейді. Жігіт пен қыздың арасындағы. Мен сенбеймін. Бар менде ондай достар. 15 жыл бойы дос. Әйеліңді жібере ма, соны досыма кетіп баттың ба? Әрине. Сіз досыңызды түнгі сағат 3-те алып келе аласыз ба үйге? Мен қыз досым деп. Мен достарымның арасында ондайлар жоқ. Үйлері бар бәрін. Біз ғой ол. Сен үйге қонассан бола ма? Досым! Біздікі мұқтаждықтан. Мұқтаж достық па? Біз қону үшін дос бола саламыз. Ертең әйеліме деймін да, дос қыз әкеп тұрсам, түсінемеген. Қате ғой? Қате ғой, сол. Ох, Гала. Сен үйленгесін сенің көзқарасың өзгереді. Өзгермесе, ол өте үлкен red flag десең, өйткені сенің приоритеттерің өзгереді. Сен үйленгесін, отбасылы боласың, мүлдем сен матрицаға кіргендей болып кетесің, басқаша көресің әлемді. Қара нәске киіп бастайсың ғой? Білем. Сіздің қай көзқарасыңыз өзгерді үйленген соң? Сен сұхбатың көрме маған. Қай көзқарасыңыз өзгерді үйленген соң? Мысалы үшін үйленбей жүрген деп ойлайсың, иә? Ол барлығы тек қана романтика деп ойлайсың. Барлығы тек қана шетелге бару, серуендеу, постоянно айтып жүрген әңгіме деген нәрсе. Жоқ, ол бар әрине, ол бар, бірақ жауапкершілік те бар, ауыр сәттер де болады, бірақ ең бастысы сол ауыр сәттерде бірлесіп, бірге сол сәттерден шығу. Өйткені әсіресе о басында бірінші, екінші жыл опасный моменттер көп. Опасный моменттерден сен... Очень опасный момент. Удар! Біздің
не ажырасу көп дейді ғой елімізде. Содан да шығар. Көбінесе ажырасып кетесіңдер сол бірінші. 1-2 жылдықта ғой. 3 жылдықта ғой. Алғашқы. Оның үстіне балалы болады. Оның үстіне ата енесімен тұрады бір үйде. Ешқандай бір приватность деген жоқ. Трусымен жүре алмайды. Бір-бірін құшақтай алмайды. Сүйсе алмайды. Құшақтай алмайды дейді. Трусы лақтырып кетеді. Бізге сүйсуге болмайды ғой ата-аналарымыздың көзінше. Енді бір бүйтіп. Рұқсат жоқ қой. Мама, папа екеуі қарап отыр. Жоқ, бірақ хочется, айтсайшы, хочется ғой. Жоқ, по-любому, любой жерде. Любой жерде. Ал егер сен бөлек тұрсаң, ондай мүмкіндік бар біріншіден. Балаң жүрсе ше. Қысылмайсың, жүре берсін. Балам көзін жауып балабақшаға апарасың да жылайсың. Сен дегенде түсіп қалғансың дейсің. дегенде түспеген екен. Негізі көп. Мысалы үшін Галан айтып отырғаным, жолдасымды алып келсем, досымды алып келсем. Қуып тұр ғой. Түнгі сағат 3-те. Сен ондайды негізі ойламайсың. Әрине, өмірде әртүрлі ситуация болады, бірақ сен балаңның, әйеліңнің ұйқысын ойлайсың, олардың қамын ойлайсың, досыңа түсіндіресің. Ақшаң болса, досыңа гостиница алып бересің. Бірақ менің отбасымның мына түнгі ұйқысын бұзбай қояйық деп. Білмей қойсын отбасы. Приоритет. Сен туралы. Өзгереді. Біздің достығымыз туралы. Скажи мне, кто твои друзья? Мен кім екеніңді айтамын. Мен бір досым бар екен айтқам, екінші досым туралы айтқан жоқпын. Доспыз ғой. Сол. Мына досың что-то апасын. Енді Тимур, сіз енді бәрімізден қазір үлкенсіз ғой. Бер батаңды десе. Осыған жақын. Қарттыққа қалай дайындалу керек? Қарттық болғанда 40-тан кейінгі өмірге деп отқан. Менен 10 жыл бұрын сұрау керек еді. Қазір. Ең маңызды айтатын нәрсем, қазірден бастап спортпен айналысыңдар. Қазірден бастап. Қазір? Прям вот дәл қазір отжиманияны осы жерде бастаңдар. Өйткені жыл сайын, 30-дан кейін жыл сайын сен тестостерон да түседі, және де бұлшық етінде азаяды. Жыл сайын бірнеше процентке. Оны байқамайсың, сосын белің ауырады, аяғың әлсіз, қолың әлсіз деген нәрсе. Примерно қосыла береді, барлығы бір снежный ком болып. Сондықтан мен үшін, мысалы үшін сен айттың ғой, проблема бар ма деп. Мен үшін сол ең үлкен проблема. Мен өзімді сол бір бұрынғы 36-дағы 10 жыл бұрынғы қалпыма келтіре алмай жүрмін. Уже біраз болды. Мен 36-тамын қазір. Екеумізде ғой. Біраз болды. Ол кезде 36-та бойдақсың, залға барасың, стаяң бар сенің, волчья стая. Сережа деген тренерің бар, ол сені кәдімгідей өлтіреді залда, 3 сағат жұмыс істейсің, 2 сағат жұмыс істейсің. Сосын барып тренировка басталады бізде. Аптасына 3 рет кейде кардио басасың, 5 рет уақыт көп кәдімгідей жүресің, тестостероновый качок болып, сосын үйленгеннен кейін оның барлығы кетеді, өйткені сенде тіпті уақыт та болмайды. Уақыт болмайды, балалы боласың, әйеліңе көмектесесің, балаңа көмектесесің, сенің балаң, сенің әйелің. 10 жыл бұрынғы фотоңыз көрсете аласыз ба жаңағы? Бар ма фотоңыз архивта? Бар, мен жіберейін, сендер былай қоясыңдар. Жоқ, біз өзіміз қазір көре аламыз да. Мен қазір уақыт кетеді оны. Ол кезде мұрт пен сақал болды ма тоже? Болды, иә. Мұрт пен сақал болған шығар өзде. Денесі бар, мұрт пен сақал. Мен оны қалай табамын қазір? Жыл, иә? Тура осы просто онша емес киінген болса. Носки болса. Қара. Мен сияқты. Примерно. Оны сынақ іздеп жүрдіңдер, Жоқ, Инстаграмына кіресің да? 2016 деген тренд болды ғой? Бар ондай, иә. Соған қарай саласың ғой. Бар. Сіз денсаулықпен... Прям қызықты ма саған? 40-тан асқан кейін денсаулықпен қандай да бір проблемалар болды ма? Мен сіз... Братан, бітсеш, любой киімді көрсете бер, любой фотоны киіммен. Осыдан 3 ай бұрын үлкен бір ота жасаттық. Операция болды? Иә. Сіз өзіңізге, иә? Примерно, бұл енді... Досымды көрсетіп бәріп қойын. Досым дейді. Примерно. Деген просто сухой. Нормально. Қайда? Сен прическаңа ұқсайды екенсің. Данчо, но сен дым істемеген түрің ғой. Таңертеңмен тек бір байқы қисайғаным ғой. Қазір мысалы 15 отжимание жасай аласыз ба негізі? Негізі істей аламын, иә. Негізі? Негізі. Бірақ грим болғасын істемей-ақ қойын. Жоқ, просим да? Бетіңізші де жасаңыз де да, сосын төртеуміз өзіміз сөйлесіп кетсек. Тимурды жоқ деп ойлаңыздар. Аға тоқтайын ба деп ұрып отырсақ. Жоқ, жаңа операция деп қалдыңыз, ол неден? 40-тан кейін бәрімізде бола ма или? Болуы мүмкін, өйткені мен өзіме дұрыс қарамадым, мен тіпті УЗИ де істемеппін, өйткені еш жерім ауырмады. Содан кейін өткен жылдың қазанында срочно барып, өт бар ғой, соны алып тастады. Өт бейт тұрма алып тастады? Өт? Жылқы сияқты ма, типа? Тимурда өт жоқ.
Тимур қазір жылғы енді айғыр жоқ түнімен ондай. ұйықтатпайтын. Иә, желчный пузырь дейді ғой. Ой, иә, желчный пузырь ғой, иә, өт. Иә, сол өт ғой. дейтін иә Ішінде қараса ішінде мынандай 4 тас бар, прям дәу 4 тас жиналып қалыпты. Клиптер ғой ол. Таныс болып жүрсіз ба? Тастарды жинап. Ол бесеу ғой. Бизнес скоро келеді ғой. Енді келмейді, ол жоқ қой енді. Жоқ па? Болды ма? Жиналатын жер жоқ енді. өт дейтін керек емес орган ба сонда Керек Жоқ, негізі керек, бірақ онсыз әп-әдемі өмір сүруге болады. сіз сияқты Бізде қатты қорқытады. Оны алып тастасаң, жоқ өмір бақи дәрі ішесің, осындай бір медикамент ішесің, мынандай тамақ жеуге болмайды, андай тамақ жеуге болмайды. деп енді қатты сізге не жеуге болмайды өт алып тастағаннан кейін Ондай жоқ. Тас жеуге болмайды. Ондай жоқ. Ондай Жиналатын жері жоқ. ондай жоқ дейді ғой міне Тас келеді да қайда барамыз? Гаку нобисі қайда? Папкілері қайда? Қайда? Өт жабылып қалды ма не? Өттің сыртында біз жабылдық деп тұрады. Егер заманауи медицина жағынан қарайтын болсақ, ондай ешқандай бір запрет жоқ. Сізді алдаған сияқты. Жоқ, рас. Майлы Өтті тамақ алып тастағаннан кейін. Жей беремін, бәрін жей. Өтті алып тастаған. Майлы тамақ жей беремін, алкоголь ішемін десем іше беремін. Ондай жоқ. Алкоголь сулама. Мен палатада жатырмын операциядан кейін. Хирургім келеді айтады, сіз негізі Ұлды болдыңыз десе. Мен сізді құттықтаймын, ұлды болдың. Прикинь. Өтші. Өт. Как, ұйықта. Өт тапсаң, ұйықта. мен негізі Балаңызды сала тұрайын. мен ешқашан ауруханада жатпағанмын. Ешбір бірде бір операциям болған. Мен қалай болатынын білмеймін да. Сосын операцияның алдында бір қызық болды. Мені алып келді. анекдот айтты ма Білесіңдер ме? Жоқ, ондай емес, бірақ білесіздер ғой, ана операцияда саған мынай бір прозрачный бір киім кигізеді саған. жалаңаш иә Бүйтіп саласың ба? Былай сіздесін ана коридорда. Сөйтіп мен былай жатсам, операционный столда медсестра ма медсестра келіп маған сіздің бағдарламаңызды қатты жақсы көремін. Суретке түсейікші дейді. Мен ойлаймын, шыққасын түсейікші деп сұрадым. жарайды ұйықтағанда түсе саламыз десе Бірақ ол келмеді. Соған қарағанда түсіп алған сияқты. Құрметті медсестра, біз ол фотоны күтеміз. Дене мынандай болған дейді ғой, сол жерге соны қойып жібереміз. Ұйықтап жатқан бүйтіп. Мына фото Тимурмен, ал мынау Тимурчикмен. Оңбаған. Любой жаңағыдай медсестраның басына келетін идея деп иә явно ғой мен, конечно, мен оны білемін, бірақ доказать ете алмаймын. неге мен иә дедім өзімді медсестра сияқты Мен Тимурдың голый фотосын білемін, бірақ дәлелдей алмаймын деймін. Иә. сөйтіп осыдан бір жыл болған нәрсе иә ол иә Жоқ, 4 ай, 5 ай. осы жақында иә 25 жылдың қазан айында. қазір витамин ештеңе ішпейсіз ба уақыты келген жоқ па Жоқ, ондай жоқ. Маған бірден Маған бірден 2 операция жасады. Сол жаңағы өт. Екіншісі менде проблема болған кіндік жақта бір не. соқыр шек Жоқ. Шектер жиналса. Кіндігіңіз кесіледі ме әлі? Грижа дейді ма? Грижа? Иә. іште грижа бола ма не Иә. Грижа болады? Грижа любой жерде болады. Әрине болады. Соны мен айттым, мақұл, бәрібір істейсіңдер ғой, істей салыңдар деп. Ал, білгендер істейдер. Маған көбірек наркоз беріңдер де. Адама хирург бич короче бір қарап шында ұйықтай беремін Еті сенікі, сүйегі менікі. Жатасы. Сөйтіп екеуін бірден істеттім, содан кейін маған 3 ай бойы физикалық нагрузка жасауға болмайды деді. 3 ай күттім. абонемент алған кезде ма спортзалға Онсыз да бар ғой. Закон подлости, Бірақ сондай болып қалды. Қазір әп-әдемі барлық жақсы. Барып жүрмін. Бүгін залға Ауырмаңыз, бардым. сырғамаңыз. ауырмаңыз Солай. Жап-жас болып жүре беріңіз, жап-жас. Сол, спортпен айналысыңдар. Қазірден Өттеріңді бастап. тазалаңдар. Сосын енді мына особенно сен төртеуіңе мен айтайын, иә, міндетті түрде айналаларыңды іріктеп отырыңдар. Так, сенмен араласпаймын. Иә, примерно. Сенмен ойланамын. А лучше сендер Сен үшін тағадам. қалыңдар, спокойно. Мен де араласпаймын уже. Өмірлік тәжірибе көрсетті иә Өте маңызды нәрсе. Өйткені неге ол саған әсер әсер етеді. Имиджға ма? Жоқ, имидж былай тұрсын. Энергияны жейді. Имидж деген ол аса бір қатты маңызды нәрсе емес Ондай қой. сездамей Ол шығарсыңдар. Сенің шешімдерің.
өмірлік шешімдерің соған әсер етеді, иә. Қасында өте жақсы адамдар болу керек, мықты адамдар болу керек, сені алға жетелейтін адамдар, итермелейтін кейде О, адамдар болу міне. керек. Папа ғой. Сол папаңмен дос бол онда. Одас бала звонда жүрейін деді. Араласпаймыз деп па? Араласпаймыз. Энергия жейді, ақша сұрай берді. Сізге сондай бір кесірі тиіп қалған кездер болды ма? Әлде сіз оны өзіңіз түсініп бірден кекетіп тастадыңыз ба? Мен оны ертерек түсіндім негізі. Бала кезімнен бастап негізі мен бірінші орыс мектебіне жіберді ата-анам. Одан кейін қазақ мектебіне жіберді. Қызылорда. Иә. 235 деген біздің қазақ орта мектебі бар. Өте қарапайым дей салайын деп қоя салайын. Бірақ мен үшін өте қиын болды сол кезде, өйткені менталитет бөлек, балалардың менталитеті бөлек, тіл бар оның үстіне мені әкеліп бірінші әлі есімде мен былай классқа әкеледі да. Балалар, мынау Тимур, ол бізге орыс мектебінен келді, ол бізбен енді оқиды, үйренеді, көмектесіңдер деп. Мен Азаматтың қасына отырғызды, Азамат Шаев қараса, Азамат сәлем, Азамат, привет, как твои дела дейді. Үйде сөйлеп жүрген боламын ғой негізі, бірақ қиын болды, иә. Бірінші жазған мазмұндамамды үйге әкеліп мамаға, мама, я сегодня писал мазмуздаму деп. Ондайлар да болды, бағаларым түсіп кетті, академиялық жағынан қиындау болды алдында, бірақ кейін дұрыс әжептәуір бітірдім. Бала кезде түсіндіңіз ба? Бірақ мен айтайын дегенім, мысалы үшін класста барлығы боқтайтын. Мен бала кезімнен боқтамаймын. Өйткені мұғалім баласымын, ондай жоқ. Білем ғой, білем. Сосын енді баласын достасқың келеді, бір ұжымның бір бөлігі болғың келеді. Сөйтіп барлығы боқтайды, неге боқтамайсың деп тиісетіндер көп болды. Сосын мен көрдім. Прям көрейінші, мүмкін мен бір... Алғашқы боғауыз сөзіңіз. Сұмырай десе. Сондай сияқты бұл Сілімтік. Көбірек боқта десе, бір гама сілімтік. Бір вагон. Сөйтіп 2 күн ба, 3 күн ба көрдім. Ладно, мен шамал бір. Үйде ме дайындалып па айнаның алдында? Ооо деп. Жоқ, енді білесің ғой, естисің, айтасың, бірақ түсіндім. Өзіме оның маған кері да, менің болмысыма кері. Мақұл, достарым бұл жақта болмаса, басқа жақта болар деп шешіп қойдым соны. Мысал үшін. Иә. Например, кейін студенттік кезде, жұмыс істеген кезде, андай клиптерді көрген кезде боқтауға. Немесе саған келіп біреу ақша ұсынғанда. Сен клипімді алмадың, бірақ мына саған ақша. Ала қой. Күшті емес пе? Көрсет клипті. Тегін болса да, ешкім білмей-ақ қойсын дейтіндер көп болды ғой. Сол кезде сен шешім қабылдайсың. Мен өзім шығарған ережемді ұстанам ба, әлде мен ақшаға қарап? Әлде мен бақытты болам ба? Иә. Әлде мен бақытты өмір сүргім келеді. Мен энергияны ешкім жемеу керек. Мен жай ғана пендемін деп, иә. Мен қателесем, пендемін. Сізге ақша ұсынды? Ең көп ұсынылған сумма? Сол заманда ма? Жалпы. 15 сум шығар? Жоқ, кеше гаккуге, клипке көрсетуге. Білмеймін, бір 5-10 мың доллардай шығар. Битсе. Осындай ма? Алқылы. Жақсы емес пе? Білмеймін, айтып, мынандай болды. Нашар клип, ә? Ол деген, жоқ, клипке байланысты емес, форматқа келмеді. Клип андай бір қатты, бір ең жаман клип емес шығар, бірақ біздің ережемізге сай, ол бізге өтпейді. Сондықтан жоқ деп айтасың. Және команданда осылай жұмыс істейміз деп үйреттік. Командамыздың басым көпшілігі үйренді. Бір арасына алып қоятындар бар шығар? Болды, өкінішке орай. Бәсе, бағанан бері есіме түсірген, сіздер богатый смех емес, де? Ау? Сіздің смехіңіз богатый смех қой. Күнішкен? Мынаны қайдан естідім деп отырмын ғой. Маған ақша ұсынды, алған жоқпын. Сен күліп көрскен. Көрші әнші. Көр. Жымыйдым. Нереге? Ой, тексере саш полисін. Пока тірі. Сіздікі аяз ата болып тұр ғой. Балалар. Күшті күліп тұр, иә? Орысша күлкі естілді қой. Сіз сонда музыкалық продюсер деп айтуға бола ма? Болғамын. Мысалы бізде жас әнші бар. Ән жазғамын. Жас әнші бар бізде. Бірақ мен мінезіне қарап таңдайтын едім. Сол жағынан шамал келмей тұр. Келмеуі де мүмкін. Жоқ, мен даусына қарайтын едім десе.
суығына. Тимур өзі ән айтқан. жоқ ондай болған жоқ. Айттыңыз ғой ана бір не еді бір. Мюзиклде. Мюзикл ма? Түнгі студия есіңе түспейді ма? Иә. Мюзикл ағылшынша. Спектакль. Иә. Сосын Гаккудың концертінде ән айттыңыз ғой еще. Нұржанмен. Иә. Ол енді бір ғана номер ғой. Сіздің өзіңіздің әніңіз бар ма? Сонда шығарған? Жоқ. Бір ән шығарам дедіңіз ғой. жоқ мен басқа әншілерге жазғанмын. Мақпал Исабекова, Ән жаздыңыз ғой. Рингоға, Қандай Дилназ әндеріңіз? Ахмадиева. Мысалы. Ол былай мен На берегу сіздікі ма? негізі по берегу. На берегу шешіп алайық. На берегу шешіп алайық. Ол по берегу емес. Мен тілім емес қой. жоқ былай болды. Мысалы үшін Білімсіздікті патриоттың жапандаршы. Білімсіздік ол білімсіздік. Мен фанат емес просто Рингоның. Дұрыс. ой айтып қалсын сонда обязательно айту керек па сонда мен Рингоның фанаты емеспін деп. По берегу емес па не? По берегу бизнес. Сен на берегу дедің. На берегу дедің ба? Все, на берегу келісіп алдық. На берегу шешіп. жоқ біздің ән жазатын кезіміз ол 2005-2008 жылдары. Ол кезде біздің әншілеріміздің көбісінде ағылшынша ән жазу деген әдет болған. Сондай бір сән болған. Мысалы Дилназ, Мақпал, Ринго, ағылшын әндері бар ма? ағылшын әндері. Дилназдың тұтас ағылшынша альбомы бар. Да? Жартысын Америкаға барып жазды. Жартысын Америкаға. Сол кезде жазғанымыз біздің ол кезде жазатынымыз ағылшын тіліндегі R&B. R&B сол стилінде. Нео сол. Сіз жаздыңыз. Мен досыммен бірге. Менің Эмиль Досов деген досым бар. Музыкалық продюсер өте мықты. Сонымен бірге жазғанбыз. И Дамир Көршев дейтін көршім бар. Не, Ринго тобына арнаған әніңізді қайсысы? Ринго тобының Let's Go деген бейнебаян. Let's go. Білем, есімде. О, Кеймаро. Шай кетті. Хит ТВ-де көрген екен, тек қана Гакку емес. Ол Рингоның ең алғашқы мына жаңа топ мүшелері қосылғандағы бейнебаяны. 7 адам ба болып шығып? 5 адам болып шықты ол кезде, иә. Қандай еді Let's go дейтін? Let's go деп бастасаң сен екен. Мотиві қандай еді? Сіз білу керексіз. Move it, shake it, you can break it, let's go, let's go. Сол ма? Ортасында күшті билейтін жігіт болды емес Иә, па? Алмас болған ол кезде, иә. Сол жігіт қайда? Мен де фанат емеспін негізі. Алмастың, мен білмеймін. Сіз бәрін іздеп жүрмейді ғой, анау әдек. Ринgoда тақырбас қайда? Ринgoда тақырбастары бар. Тақырбас болмаған ол орда айналайын. Ойнай, орда. Возможно, Кеймаро. Үш тақырыпты біріктіріп. Возможно, Питбуль. Бәрі болуы мүмкін. И сен бұл сұрақтан қашпай, сол тақырбасының аты кім деп сұрап алуың керек. Иә, негізі, иә. Білеміз ғой. Білесің ба? Білмейді екенбіз ғой, ә? Білем. Білмейсіңдер ма? Ныдан басталады, ныдан. Шыңғыс. Нұрлан. Ныдан басталады Шыңғыс. Ныдан аяқталады. Нышымлағы Нұржан. Нұрлан Алымбеков. Кімнің аты? Тақырбасының аты ма? Негізі? Ол сізден де үлкен, е? Иә, ол мен де үлкен. Ол қырғыз жігіт емес па? Иә. Неге мысалға Керемет кісі ол. тақырбас деген сөз ол мына жаққа шақырсаңдар жыртады. Сендер жыртып тастайды. Айттым ғой соны шақырайық деп. Просто біз ол үшін светті өшіруіміз керек болады. Тимур шақырайық дейді ғой. Тыңдаңдар ал әңгімесін. Базарда жүрген екен ташкы сүйреп. Гакку жауып тастаған. Рингоға ән шығарған болды. Жоқ, қазір мысалы әнші деген тақырыпқа жаңа кіргеніміз ғой. Музыкалық продюсер ретінде. Гала әнші ретінде өз жаңа қырын көрсеткісі келіп жүрді көрермендеріне. Жоқ, қырды. Бұл бард әнші. Өзі ән жазады, музыкасын жазады, гитарамен ойнайды. Өз тыңдайды. Қазір как раз сондай әншілердің дәуірі ғой. Эд Ширан. Келді, дәуірім келді балалар. Ете бір ән шығарып еді, менің дәуірім емес екен ғой десе. Өтіп кетті ғой. Жоқ, не, проблема бар ма? Неге шықпай жүрсің? Проблема бар. Сізден кеңес болса, мысалы, сіз бұрынғы продюсер керек емес саған. Қазір ешкімге продюсер керек емес. Да? Қазір продюсердің дәуірі заманы өтіп кетті. Не істейді продюсер сен? Саған не істейді? Қалай көмектеседі? Келеді де айтады ғой, брачка ән жаз. Жоқ, 26 әні бар авторлық. Супер. 26 емес. Неге шықпайды олар? Шықпаған дұрыс деп ойлаймын. Әлде оларды өңдеу керек па? Достарым қарсы. Көрдің ба? Достарыңды дұрыстап таңдау керексің сен. Айттым ғой мен саған. Ортаңды дұрыстап, бауырым. Біз сенің досың емеспіз. Білем. Сен юмористарға ән туралы айтып жатсың. Иә. Сен әншілерге айту керек бұл. Олар да қарсы деп. Оларға рынка акула зачем? Қорқады ғой, республика сарай. Мынандай акула зачем оған? Мынандай ма? Акуленок.
мына бір жерімізге кіріп кетер құрсын. бейби шаңшы. Сондай көп. жоқ ең бастысы саған мына түбіндегі мақсат не? Білмеймін. Ата-ана разылығын алу десең. өзіңе дәлелдегің келеді ма, біреуге дәлелдегің келеді, ақша тапқың келеді ма, Бывшийная ғой, бывшийная. Димаштың қасында сахнада тұрғың келеді ма, не үшін? Тәке, ағам. Бывшая дедіңіз. Бывшаясың, а? Дәлелдеу. Бывший деген қалай болады? А мен сен бұрынғыды галаны айтып қойыптың Таиландтағы. Әндерінің 80% бұрынғы қызына арналған. Қызына дәлелдегісі келіп тұр, арена жинап қой 3 адамды. Ой, ондай әндерді 18 жасатын әндер ғой ол. 30-ға келіп осы әңгіме айтып отыр ғой. 26-тасың ба? 36-та. 30-ға толды биылда. 30-ға толдың. Шамал кешіккен сияқтысың, иә, ондай материалмен. Иә. Енді мен білмеймін ғой, мүмкін терең шығар. Бірақ менше ананы қолдамаймын. Жастар 70-ке келіп қалды ғой, примерно қазіргі жоғарыдағы. Енді грубо говоря, солар махаббат туралы ән айтқанына істемеймін. Олар енді бүгін шығарып жатқан жоқ қой ол әндерді. Ол халық бүгін шығарғандар бар ағам. Мен тыңдадым кеше. Біреу жақында шығарған. Кеше қайда барды бұл? Махаббат жасқа қарамайды деп тұр ғой олар. Солардың екіншісі бар сияқты. Жаңа ән жаздырып тұр десе. Жоқ, мысалы, сіз айтып отырсыз ғой, қазір продюсер керек емес деп. Сонда бұрында продюсер не үшін керек еді? Бұрында продюсер сенің ротацияңды төлейді, сенің бейнебаяныңды түсіреді, өз ақшасынан барлығын өзі құяды, иә. Сосын әндеріңді іздейді, жаздырады, өңдетеді студиядан. Сосын осының барлығын жина, киіміңді алады, пәтеріңді, арендаңды барлығын алады саған. Машина алып береді сен жүретін немесе водитель. Продюсер тапсашы сен. Өйткені ол кезде Гала сияқты жігіттердің даладан кіріп Хит ТВ-ге, Музонға өтіп кететін және де материалдарын беретін мүмкіндіктері жоқ еді. Ол кездегі жүйенің барлығы тек мына ірі үлкен кісілермен, продюсерлермен жұмыс істейтіндей қылып құралған. Біздің сындырғанымыз да сол Гаккуде. Сондықтан қазір продюсерлер жоқ десең. Жоқ, продюсер бар, бірақ заман өзгерді, сондықтан да продюсердің ондай қазір бір көмегі әсер тимейтін сияқты. Сосын әншілерде ол кезде әнді біреуге жаздыртатын еді. Сен өз әніңді өзің жазасың ғой. Зачем саған продюсер? Сосын өзің кім өңдейді, аранжировкасын кім істейді, соны өзің табасың, өзің төлейсің. Стримингке шығарасың. Бірақ саған машина керек, по-любому жүретін, иә? Саған продюсер керек. Ақшаң төлейді, квартираң төлейтін. Ойбай, продюсер керек екен ғой бәрімізге. Ағам бар еді кіршіп қойсын. Ойбай, мен де әнші екенмін ғой. Қазіргі жалпы өзіңіз салаңыздағы интервью алушылар не деп айтып еді? Интервьюер. Қазақшасы қандай? Интервьюер. Қазақша шықпады? Сұхбатбасты. Сұхбаттасушы. Сұхбатбастар. Қаптаған заман. Иә. Жалпы өзіңіз рыноктағы қарсылас деп айтуға келе ма бұл? Соперник жоқ шаме Тимур ағама. Бәсекелес емес, әріптестері. Әріптестеріңіз. Сіз әріптес ретінде қарайсыз ба, бәсекелес ретінде қарайсыз ба? Өйткені қазір ютубтағы просмотр бәрін анықтап отыр ғой. Иә. Соны біліп алайықшы. Әріптес, иә. Өйткені біздің барлығымыздың өзіміздің жеке стиліміз бар. Ешқайсымыз бірдей деп айта алмайсың, мысалы үшін. Замандастың стилі бөлек, Аманның стилі бөлек, мысалы үшін. Қазір Жылқышыбайдікі бөлек. Фаворит қой, Жылқышыбай, просто guilty pleasure. Қосамда қарап отырам ғой. Махаббат. Мына әңгіменің астары. Біздің осындай әңгімелеріміз бәріне ренжіп жүр екен. Біз наоборот оны шақыру керек. Сол шақырған кезде сонда сәлемдеме керек. Ашылу керек. Иә, осыны отырып жақсы көріп қараймыз. Арасында кейбір нелер. Ол бөлек жанр, ол интервьюге жатқызуға. Ол бізге келіп айтса болады, талдар ма деп. Иә. Біз иә дейміз. Ол енді орынды. Сол кезде орынды. Иә. Бізге келіп айтса. Бізге мысалы үшін жаңа сіз айтсыз ғой, бір адам сұхбаттағы үзіндіні алдырып тастады деп ше. Ол барады да Жылқышыбайға немесе Аманға барады, тура соны айтып берсе, ол көп просмотр жинайтсыз. Так. Ол жаңағы алдында мен айтып кеткен өзіңнің таңдауың ғой. Мен оны біліп отырып істеймін. Иә, ол принцип. Өйткені мен біреудің обалына қалғым келмейді. Өте. Болды? Болды ма? Өте тіл байлығын жетпеді. Аманатқа қиянат жасамайды деп айтқым келді ғой, иә? Мен жалғағым келмейді. Тіл байлығы жетпей, өте. Баклажан. Менің кішкентайым тек қазақша сөйлейді. Үлкенім енді қазақша да орысша да сөйлейді, солай болып кетті енді. Бірақ кішкентайымыз Диас тек қана қазақша сөйлейді да, кейде орысша бір сөздерді естіп қалады да, өзіне өте күлкілі көрінеді. Өйткені білмейді ол, кеше тамақ ішіп отыр, 2:30-да тамақ ішіп отыр. Түсте ма? 2:30-да түсте ғой, Жасы 2:30. Все. Иә. Кеше тамақ ішіп отыр да, бір кезде былай бүкіл үйге айқайлайды ғой. Қалай еді ана нені? Дәуітті қалай еді орысша?
Богомол. Багамол. Қызық көреді. қызылорда бағана класстас сияқты ғой. Примерно. күтіп алдым сізді бағана бір класстасыңыз тура сондай болып тұр ғой. Мен анау ауылда бәрі балапан көріп кеткен ол нәрсені айтып жүріп қой енді анау Балапан телеарнасы. балапан телеарнасын көріп кеткен ауылда, сосын ана қазақшалары телевизия қазақшалар шайқасайық деп сөйлейді короче. Құбыжық мен сені өлтіремін. Құбыжық мен сені өлтіремін, нақұрыс қайда жүрсің деп сөйлескен. бірақ сол балапан телеарнасын пайдасын айту керек. Иә. Бізге ғана емес, мысалы үшін Қырғызстанның депутаттары арызданып жатыр қазір, балаларымыз қазақша сөйлеп кетті деп. Сосын Моңғолиядағы қазақтар кішкентай балалары таза сөйлейді екен да, араластырмай, моңғол тілінің сөздері қосылмай. Оларды сол балапан телеарнасын көргендіктен Тәрбиелеп отыр ғой. Бір телеарна балапан телеарнасына. Одан кейін мен өзім ата ана ретінде Түркістан облысының әкімдігіне рахмет айта аламын. Себебі ютубтан қазақ тілді мультик іздейсің ғой, мультфильмдер Түркістан облысының тапсырысы бойынша деп шығады. Қазақ тілді көп мультик жасапты, білмеймін, сол дейтін, сол үшін рахмет. Оңтүстік Қазақстан облысы және Түркістан және Шымкент пен Түркістанның әкімшілігі, білмеймін, мәдениет басқармасы ма, солар ойлайсыз тапсырыспен мемлекет берген ақшаға өздерінің облысының атынан қазақша мультфильмдер жасаған екен. Шымкентте мультфильм студиясы бар. Иә. Мейрам студиясы бар. Мейрам ол енді бөлек, сол себепті мен басқа да облыстарға мысал ретінде құлақтарын алтын сырға деп ойлаймын, егер бұны көріп отырса, қазақ тілді жаңағы мультфильмдер жасасаңыздар, оны көретін тұтынушылар өте көп. Әлем екен, иә? Тек қана біз емес. Басқа да мемлекеттер. Кеше Дарханның қызы Алдар көсе көріп отыр ғой. Иә. Сақалдан сізден қорқады ол. Неге десе, ана мультфильмде жауыздардың бәрін сақалды қылып берген ғой. Сөйтіп шыңғырады екен. Бізде мен мына бай адам күлкісі. Оны қорықпайды бұдан. Ол бұдан қорықпайды, бұдан айтатауы мүмкін. Мен қызым жаңағы мультфильмдерде білмеймін не екен, жаңағы антагонисттер бар ғой, жағымсыз кейіпкерлер. Солардың түрлерін қара міндетті түрде сақалды қылдырып қояды да. Мен қызым көретін көп мультфильмдерде сондай мысалдар бар да. Сөйтіп ана антагонист шыққан кезде сәл қорқады үйде. Сосын осыдан бір апта бұрын ба әйелім дүкенге барған, үйге келеді, жылап тұр қызым. Сөйтсе дүкенде коляскада отырады, әйелім жаңағы сатушыдан ақша төлеп жатқан кезде бір сақалар ата кірген ғой дүкенге. Қызым ананы көріп бақырып жылаған ғой. Жауыз. Енді қазір тілі жоқ, енді 1 жас 2 ай ғой. Іштей айтқанша. Сол жаңағы мультфильмнің әсерін айтамын да, қаншалықты. Жаңағы одан кейін біз таңертең кешке дейін қазақ тілді мультфильмдер қоямыз, бір санаулы, бір 25. Уже жаттап алған ғой қыз. Уже жаттап алған, бірақ та солар көбірек болса екен дейтін әңгіме ғой. Тұздық болсын деген. Болды. Тұздық болды, жақсы тұздық болды. Иә. Сосын қазақ тілді контентті қолдап отқан Эспрессо Лаб. Иә. Эспрессо Лаб тоже. Міне қайда? Тәкеңе ағама рахмет. Белсенді жасап беріп отыр рекламаларында. Жоқ, мен негізі маған да келсін деп отырғаным ғой. Басында мен айтқан кезде Тимурдікін бұлдырлатып жүреміз. Тимурдікін дегенде несін? Түсіріп алдың ғой, рахмет. Жаным. Болды. Все. Күлдік ойнадық, тұрды. Күшті әңгіме болды. Тимур рахмет. Тәке деп айта береміз, ә? Тәке деп ыңғайсыз екен. Ұнамайды деді ғой. Аға деп Что между нами было, болады енді. Бүйтіп айтамыз, Тимур деп сөйлесекші. Тимур аға ғой. Мен айта алмаймын мысалы, қалай Тимур деп айтамын сізге? Неге айтпай? Атым емес па мен? Иә, мен қызылордалық ретінде, сіз қызылордалық ретінде мен сізге Тимур деп айта алмаймын. Неге? Өйткені сіз ағасыз ғой ма? Тимур аға деп айта аламын мысалы. Сіз мен бір очкамын ғой. Сен маған, далбан деп айта аласыз солай. Грубо говоря. Бірақ как раз мен соны айта алмаймын. Ондайды айта алмаймын. Онда біз Тимур деп сіз деп сөйлесе бере аламыз, ә? Тимур аға дегенсіз. Жоқ, аға керек емес. Тимур ренжіп қалмайсың ғой. Әншінің болашағы жоқ екен. Сенде продюсер жоқ, болашақ жоқ. Енді аға да жоқ. Сен жаңа ғана Достарың да жоқ енді. Ағаңнан да айырылдың, досынан да айырылдың, құш. Қанаты қатты мойның бос, Исатадан айырылдың, достарынан айырылдың. Негізі өте дұрыс алдында Еркебұлан Мырзабектің несіне де айтылған кезде де. Ағаның де. Тақырып шығысты біреуге Тимур деп сөйлеп қалсан,
бір кінәлі болып қаласың да. Иә. Әйтпесе официально аты ғой есімі. Тимур. Әрине. Енді бізде тәрбие көрген адам ретінде ағаны қосқың келіп тұрады да үлкен Иә, адамға. иә. Тимур аға деген келеді. жоқ өздеріңе ыңғайлы болса әрине айта бересің, бірақ менде ондай не жоқ. Мен Иә. аға деңдер, мені үлкен деп Оған көріңдер деген деген. жоқ қой иә. Иә, Оған деп- керісінше. шынымен негізі жасың 40-тан асып сөйтіп кетсең андай жас Намыстанасың ба? жоқ андай аға демей ақ қойса екен деп ше кеше қыздар келеді ағай деп Менің мамам маған келеді, менің мамам сіздің барлық сұхбатыңызды көреді, суретке түсейікші, мамаңыз беремін. мамам мен жастысыз дейді маған. Ондай болған жоқ енді менде. енді бассейн өтеді әңгімені сәлем қарындас қалайсың деп жатқан. Сіз менің мамамнан 2 жас үлкенсіз. Аға дейді. Аға демеші. Аған бұзық. Ағаң душтан не істейтінін білесің. Біз Лаурамен алғашқы екі свиданиеміз ол менімен сіз деп сөйлесті. Өйткені біз бір жұмыс істейміз бірге, бір компания. Аға деген травма сол жерден кеткен шығар. Ол маған сол кезде бастық ретінде қарайтын еді. Әлі басқа компанияда істесе де, өйткені Қағаздарды қоя тұршы дедім ғой. Қоя тұршы қағаздарды. Өзің туралы айтшы білгім келіп тұр. сөйтіп екінші свиданияда айттым енді қоя қойшы ана. Сосын біз барамыз барға барамыз. Өзі баратын күшті бір бар. Жақсы көретін соған барамыз да айтып. Мені таныстырады да айтады. Мынау Тимур, ол менің бастығым. А мен свидание деп жүрмін. Непонятка болып қалдық шамалы. Так биттіңіз ба? Анкету убираем. Мынау менің Екі бастығым. түрлі мероприятияға келіп біз сонда. Жас аралықтарыңыз қандай? 9 жыл. Күшті ғой? Неге? 38-де үйленген. Не? Иә. Мен мысалы үшін 38. Жоқ, сосын Лаура өте жас көрінеді. Ол кезде біз үйленгенде маған көп хит жазған. Кәрі қақпас деп. Понти Жорабек па? Неге клипімді алмайсың кәрі қақпас? Сол екен ғой саған керек. Өзіңнен жас қызды сындырып алып деп тиісті ғой сонда. Иә, болды ондай комментаторлар. Иә. Әкесі мен қызы сияқты деп жазғандар болды. Ертең саған атасы мен қызы сияқты дейді. Немересі сияқты. Осы жазады еще оны. Мен бастап беремін. Жақсы. Мысалы сізді мынау менің ағам деп айтып жүрген кездер болды ма? Мынау менің ағам деп басқа жерде. Мысалы әрі араларыңызда. Кім? Лаура ма? Жеңшем. Жоқ, ондай болған жоқ. Ондай болған. Бастықпен аяқталды. Біріншісі бастық, сосын күйеуім деп таныстырды ғой. Бірден. Мынау мен бастығым дейді. Бастығың ба? Онда қалайсың деп. Кәрі жігітім деп. Түрі кәрі көрінетін жігітім деп па? Жә. Сондай қызықтар болды. Жеңшем қолына бірдеңе жейік онда. Ой, күшті әңгіме болды. Көп рахмет. Иә. Көп рахмет сізге, Тимур. Жеңше ағамның үйіне бара алмасам, мысалы Алматыда жүріп ше, жеңшем қолында бір тамағын жей алмасам. Келіп кеттіңіз, иә, әрине. Қанша? Келіп кетіңіз деді ғой. Арасында пауза жіберген жоқ, байқадың ба? Келіп кетіңіз деді. Жеңшемен амандасып шығайын деп едім ғой деп, иә? Балконнан деп ше. Андай болғанша келіп шәшіп кеттіңіз. Келіп кеттіңіз. Андай класстағыдай, апа бор бар ма дейсің. Сондай болып кетті, иә? Біз сіздің үйіңізге шай ішуім үшін официально бір апта бұрын жазылуым керек қой, негізі. Әрине, иә. Сіздің бос уақытыңызға қолайлы болса деп, иә? Бармақ қойдым. Балаларым ұйықтамайтын кезде. Балалар ұйықтамайтын кезде. Мен барып үйге ет әкелген кезде, ет болатындай. Дайындалу керек қой. Шенген керек шығар, шенген керек шығар. Виза толтырып. Барсам есін анда Понти Жорабек бәрі жүрсе. Клиптан ұстап алған. Клиптан ұстап алған. Дискпен ба әлі? Ернар Айдар бәрі дискпен. Ол жақында өйтіп клип түсірді ғой. Ернар Айдар 2 жылда келеді біздіңге. 2 жылдан кейін. Ернар Айдар мына выпускты 5 жылдан кейін көреді. Ернар Айдар көріп жатса Ереке келсеңізші, келсін қонаққа әңгіме. Иә, күшті ол күшті ғой, қайта өзі айтады, негізі менде клип ол. Негізі менде Самарония мықты деп. Келсе күшті мысалы болар еді. прикол ұсташы деп қалып қалса. Келсін күтеміз, Ереке күтеміз. Болды, мен құдай қаласа Тимур ағаның үйіне барам. Бір жақсы парфюм ұстап 20 мыңдық. Неге парфюм? Жоқ енді сый құрмет ретінде жеңше емес. Парфюм ешқашан ешкімге алма. Да? Ең жаман сыйлық қой парфюм деген. Жоқ, біліп бар болса. Неге осыны маған 8 мартын алдында айтпадың десе. Тимур ағамыз сіз Тимур. Давай. Тимучин. Қандай иіс сулар ұнайды сізге? Бірнеше ұнайды. Эрместің біреуі ұнайды, сосын Криттің 2-і бар менде. Егор ұнайды десе. Криттің Егор ұнайды. Астағфиралла. Ақыр қосыла алмадық дейсің. Жоқ. Соғысты қолдайтын жоқ, біз араласпаймыз. Рахмет.
неге мен олай айттым? Өйткені сен ешқашанда дұрыс таңдап бере алмайсың. Егер де білетін болсаң, мына әйелің болсын, жақын досың болсын, постоянно осыны қолданады деп алып бересің. Егер де өзің таңдап берсең, ол 50-де 50, даже 20-да 80 ұнамайды. Иә. Сондықтан бармайтын болдым в общем. Отказ. Сен бармасаң бармай қой, бірақ Тимур бізге келгеніне көп рахмет. О, конечно. Өте қызықты әңгіме болды, күшті әңгіме болды. Біздің каналға жазылып қойыңыздар. Иә. Пікірлер жазыңыздар. Сосын Лайк басып салыңыздар. Лайк басып Кетіп бара жатыр побит. Көп шығайын өтінбеген сияқты жаңа. Сосын бар ютубта көрермендер, біздің ютубтан бөлек осындай жеке инстаграм парақшаларымыз бар, барлығына тіркеліп қойыңыздар. Сізде бар. Жоқ, сізде көп қойдық енді. Сізде подписчик қанша? Жоқ, көп емес менде. Қанша? Анау жаңағы неде жатқанда, моргте жатқандар есептемегенде. 190 мың ба, сондай көп емес. 195? Сіз үшеуінен несіз? Бізде Даниярда ең көбі, 205 Иә, байқадым, бүгін көрдім. 205. Тіркеліп кетсеңші. Бірақ бұрынғы посттардың барлығын алып тастапсың, сен тазалап. Оны Инстаграм өзі алып тастаған. Ұяласың ба? Мен ұялмадым әлі. Жалпы айтып жатқаным сол, ютубтағы көрермендер біздің жеке парақшаға тіркелсе де, ертең реклама түседі, ақша түседі, байимыз, елден кетеміз, күшті емес пе? Сөйтіп тұрса болмаса. Мен де Мальдивқа барғым келеді. Мен де Мальдив қорайық. Білмеймін, Тимур ағаның арман болып қалды. Құрметті Алыс көрермен, ағам бар еді, бара алмадым ау үйіне. келгендеріңізге көп рахмет. Бұйырса концерттерде, офлайн концерттерде келіп тұрыңыздар. Интеллигентна Қожабасының бүгінгі қонағы Тимур Балымбетов. Қошеметтеріңіз. Мынау жобамыздың сыйлық демеушілерімізден сыйлық сіздерге. Не деген керемет компаниядан. Ішінде парфюм бар десің. Активный отдых жақсы көрсеңіз, алып жүресіз өзіңізге. Міндетті түрде. Рахмет, көп Рахмет, сау болыңыздар. болыңыздар. Келесі кездескенше. Енді фотоға.